бүгін емес, ертең басынан бастап аяғына дейін қатысады. Бүгінгі тақырыбымыздың сұрақтарын чатқа тағы да қосымша жазуларыңызға болады. Кеше мен көрдім сұрақтарыңызды, ұсыныс тастадым, осы сұрақтарға мамандар жауап берсе екен деген. Бірақ кейбір сұрақтар анықсыз да, түсініксіз. Сондықтан ертең бәрін жақсылап талдайық. Жарай ма? Қалай жағдайларыңыз? Проектлеріңізді, жобаларыңызды алып келдіңіздер ма? Алдарыңызда бар ма? Жанатты көріп отырмын, Бақыт ханымды көріп отырмын. Баян ханым келді. Керемет. Алдын ала айтқым келеді. Естіліп жатыр ма? Басема? Алдын ала айтқым келеді. Егер нақты жобаларыңызға байланысты қалай жазу керек, қалай оны даярлау керек, презентация ретінде даярлау керек па, жоқ сіздерде дайын нәрсе бар ма, тек кемшіліктерін көріп, жаңағыдай талдау керек пе екен, жақсы дәрежеге жеткізу керек пе екен. Сол жайында Smart Charity қоғамдық қорының басшысы Елена ханым сіздермен жеке-жеке Zoom арқылы кеңес беруге дайын. Алма ханым, сол Smart Charity деген бұл жоба ма, не нәрсе, оған қалай қосыламыз? Smart Charity деген ол қоғамдық қор. Нағыз осы үкіметтік емес ұйымдардың жобаларын даярлап, өз мамандарын жандай дәрежесін қалай білім арқылы жоғарылату үшін арналған сондай бір қор ашылған. Ішінде отырған бір үлкен мамандар, кеше Елена ханым, ол 20 жылдан астам өзінің тәжірибесі бар. Нақты осы әлеуметтік жобалармен жұмыс жасап, кеңес беріп жүрген. Бізге де кеңес беріп отыр. Қазір осы тұрғанда Береке Сити жобасына. Береке Сити жобасында еріктілермен басынан бастап жұмыс жасап, қазір қадағалап отыр. Эксперт ретінде. Мен сіздерді өте қатты түсінемін. Жобаларыңызды ертең Құдай қаласа ұсынып, жандай қаржы тартып өздеріңізге жүзеге асырсаңыздар, біз тек қуанамыз. Сол үшін, дайындау үшін, даярлау үшін, кеңес беру үшін біз дайынбыз. Zoom арқылы шықсаңыз болады. 2 сағат па, 3 сағат па қастарыңызда мен отырып, Елена ханым сұрақтарыңызға жауап беріп, кәдімгі өзіңіздің жобаңызды әкеліп, жандай кәдімгідей жіліктеп оны анализ жасап, қандай кемшіліктер бар, қай жерінде жетіспей жатыр. Мүмкін сіздерге тағы да қосымша білім алу керек шығар. Сол жағынан бүкіл кеңесті беруге дайынбыз. Негізі осы бонус, Zoom арқылы шығам деген бонус Елена ханымнан тек қазақша группаға, қазақша топқа арналған, білесіздер ме? Сондықтан басқаларына мен ондай ұсынысты көрген жоқпын. Өмірінде бірінші көріп отырмын ол кісінің жандай осындай бонусын. Алдарыңызға дайын проектлеріңіз бар ма? Жазылған, өтпей қалған. Менде бір сұрақ, осы сұраққа жауап берсеңіздер, чатқа жаза беріңіздер. Жаймен деп. Кеше өткен тақырыпқа сәйкес келетін жоба басқару, ал енді бүгін әлеуметтік жобалар дейміз. Негізі әлеуметтік жоба, ол қоғамдағы, айналамыздағы өзгерісті шешімін табатын бір моделі. Нақты бір жоба, ол бір мәселені шешетін жоба. Қысқа, өзінің мерзімі шектелген жоба болып табылады. Ал әлеуметтік жоба, ол кәдімгідей әлеуметтік біздің қоғамдағы мәселені шешуге арналған моделі. Қандай нақты тұжырымдамалары бар әлеуметтік жобалар? Әлеуметтік дизайн дейміз. Бұл әлеуметтік ортаны жақсарту идеясын білдіру тәсілі, технологиясы.
белгілі бір мақсаттар, міндеттер, оларға қол жеткізу шаралары мен әрекеттер арқылы әлеуметтік маңызы бар мәселені шешу. Мен сіздерге өзім презентациямды ашып берейін. Модульдар біткеннен кейін орыс тілінде де осы презентацияларды жіберуге міндетті түрде мен уәде беремін. Салыстырма түрде өздеріңізге жақсы ақпарат алсаңыздар. Дұрыс аударылмаған жерлерін әрине енді о бастан үкімет жандай біздің үкімет тарамай тұрып кезінен қазақ тіліне онша мән бере бермеген. Сондықтан біраз жақсы ақпарат тек орыс тілінде болып қалған. Түсінетін шығарсыздар енді. Қазақ тіліне аударған кезде біраз терминдар басқаша болып естіледі. Сондықтан мен қайта кешірім сұраймын сіздердің алдыңыздан. Жобаны жобалауға қойылатын негізгі талаптар. Біріншіден, қандай болу керек? Жоба ұқыпты жасалған болу керек. Келесі қандай болу керек? Титулдық парақта жобаның атауы бар, автор туралы, жылы, орны, оны білетін шығарсыздар. Бірнеше рет жобаны жазып жүрген шығарсыздар. Егер жоба көлемі 5 беттен көп болса, онда оның бөлімдері кәдімгі нөмірленген болу керек, парақ нөмірлері болу. Егер жобада дәйек сөздер, яғни деректерге сілтемелер қойылса, оның авторы, кітабының атауы, баспасы, орналасқан жері көрсетілген, тізімі, жылы болу керек. Оны білетін шығарсыздар. Әр тараудың жаңа беттен басылып шыққандығы жөн. Ал тараулар мағыналық абзацтары бәрі көрсетілу керек. Егер конкурсты ұйымдастырушы немесе ұйым техникалық ақауларды қазір жөндеп жіберейік. Егер конкурсты ұйымдастырушы немесе ұйым, егер сіз жобаны ұсынатын болсаңыз, қосымшамалар болса, болмаса сценарийлар болса ішінде, оның барлығын как приложение ретінде жазып жіберу керек. Алма ханым, мен бір Так, мен кім сөйлегенін естімей қалдым. Так. Осы әлеуметтік жоба тақырыбы бойынша біз қазір өзіміздің басымыздан өтіп жатқан жағдайды айтсам бола ма, мысал ретінде? Әрине болады. Шамалы мына сөзімді онда бөліп жіберейін. Нақты белгілеп алайын, қай жерде тоқтағанымды. Содан кейін кәнеке сізді тыңдайық. Негізі мен бүгінгі мысалдар көп болсын деген ұсынысқа қарағанда, сіздердің өздеріңіздің жобаларыңызды бір талдап, мысал ретінде жасасақ деп ойым болған. Бірақ енді сіздер қалай, өздеріңіз қалайсыздар? Бастасаңыз болады. Естіліп тұрма? Біржан мырза. Плохо слышно его, да? Он хотел что-то. Қазір қосылып отырмын. Мен естіліп тұрмын ба? Вот, енді естілді. Енді жақсы естілді. Біржан мырза. Мен қазір бұл әлеуметтік жоба тақырыбы бойынша айтайын деген мысалым. Біз қазір осы өзіміздің қоғамдық ұйым аясында мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмысқа тарту арқылы біз тігін цехын аштық. Тігін цехын ашқанда 2017 жылы бізге осы Созақ ауданының әкімі бізге осы мемлекет тарапынан қаржыландырылатын жеке ғимаратты сыйға тартты. Керемет. Біз ол ғимаратта тек қана тігіншілік емес, етікші бар, инватакси қызметі бар, шаштараз, түрлі осы халыққа қызмет көрсету нелерін аштық, қызметтерін аштық.
Керемет. Және сол 2017 жыл бізге сол спонсорлықпен бізде Созақ ауданында уран өндірісі дамығандықтан бізге Катко және Инкай деген шетелдік компаниялар демеушілік жасап, 10 тігін жаңағы машинкісімен, сосын жаңағы материалдарына қаржылай көмек беріп, біз сол 2017 жыл жұмысымызды бастап, сол өндіріс орындарына жаңағы арнайы спецодеждалар, мектептің жаңағы төсек жабдықтарын, басқадай нелерін, киім-кешектерін тапсырыстар сол жылдары алдық. Енді ол жерде аудан әкімшілігінің ықпалымен болды көп нәрсе. Енді сол кезде бізге сол аудан әкім басқарып отырған азамат басқа қызметке ауысып, жаңа облысқа кеткеннен кейін, ол жұмысымыз үзіліп қалды да, қазіргі басшымыз ол нәрсеге қатты баса назар аудармайды. Сондықтан қазір біздің жұмысымыз сол бастапқыда қарқыннан бәсеңдеп қалды, және сұраныс та бізде төмен болып қалды. Енді осы мәселеге байланысты, енді ол көп нәрсе билік органдарының тікелей араласуымен болғандықтан, жұмысымыз қазір біздің тоқтап тұр. Соны ары қарай жүргізу үшін, жұмысты бізге қарқынды дамыту үшін не істеуіміз керек? Және жұмыс болмағандықтан біздің жаңа жұмысшыларымыз да өз еркімен кетіп жатыр. Енді білесіздер ғой, барлық тіршілік болғаннан кейін жалақы керек, қаржы керек дегеннен кейін. Соған байланысты қазір біздің жұмысымыз тоқтап тұр. Осы біздің кедергі осы, бізде қандай кеңестер бересіздер, қандай бағыт бағдар жол көрсетесіздер дегендей. Менің бір кеңесім қазір бірден ойыма келіп отыр. Сіз біздің центр занятостьқа барып көрдіңіз ба? Хотя бы өзінің минимальный айлығы бар емес па, үкіметтің беретін. Соның арқасында бір тұрақтылық шамалы пайда болады ма деп ой бар. Негізі жоба жақсы жазылған, әлеуметтік кәсіпкерлікке сіз қол жеткізіпсіз. Бірақ енді соны әдемі түрде жазып, жандай өзінің дизайнын жасап, көрсеткіштердің нәтижесін көрсетіп, әрі қарай центр занятостьқа барып, үкімет арқылы, әкімшілік арқылы айлық сұрасаңыздар. Мына адамдар тарап баратыр. Қаншама пайдасы бар деп. Енді біз ол жыл сайын сұраныс, ұсыныстар жібереміз, бірақ жаңа 6 айлық қоғамдық жұмыспен ғана жібереді, оның өзі уақыты біткеннен кейін сол адамдар қайтып кетеді. Тұрақты мамандар болмай жатыр да, ол жаңа 6 аймен бізге келіп үйренеді тігіншілікті, басқадай кәсіптерді. Уақыты біткеннен кейін, айлық төленбегеннен кейін қайта кетіп қалады. Яғни тұрақсыздық болып тұр бізде, жалақы тұрақсыз, штат санында тұрақсыз болып отыр. Түсініп отырмын, иә. Қараңыз, сіз енді ол қызметтеріңізді халыққа сатпайсыз ба? Сату арқылы тұрақтылық алуға болмайды ма? Әлеуметтік кәсіпкерлік болып отыр сонда. Мына тігінші деп отырсыз. Объем алып, оның пайдасын көрмейсіз ба, тым? Енді бізде жаңағы осы ғимаратта, жаңа тігін машиналарды бәрі мемлекеттің қарамағанда да бізге ешқандай аударып бермеген, сондықтан бізге ол саудамен, жаңағы сауда саттықпен, болмаса коммерциямен айналысуға тыйым салып отыр. Біржан мырза, сіздің осы нақты проблемаңызды кәдімгідей әдемілеп жазыңыз. Мен Елена ханымға жеткізейін, ол мәселені шешуге тырысамыз. Созақ ауылы, біз Созақ ауылынан біраз бізде клиенттеріміз бар, әкімдермен де жақсы сөйлесеміз, көрейік, шешіп көрейік. Ол енді қаржы мәселесіне тіреліп тұр, негізі. Қаржы мәселесіне тіреліп тұр. Айлық керек, негізі керекті нәрсе, қаншама адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Чатта мен күтемін сіздің сұрағыңызды, ма? Оны бірден қазір кеңес беріп, былай қыл деуге мен өтірікші болмай қояйын. Бірақ тырысып көреміз. Жарайды, рахмет, жазам. Дайын жобаңызды қолыңызға алып отырып, кәдімгі зумға шықсаңыз, тіпте жақсы болады. Тіпте жақсы болады. Әрі қарай енді Созақ ауылы деген өзіміздің Алматы облысы емес па? Түркістан облысы, аудан. Түркістан облысы ма? Ояқта да Созақ бар екен ғой. Бізде ана не жақта бар, Райымбек ауданында Созақ ауылы бар. Түркістан облысы. Жарайды, сіз жобаңызды қолыңызға алып отырып, зумға шығатын өзің уақытын белгілеп қояйық, әрі қарай жұмыс жасаймыз.
Оған уәде берем. Біржан мырза, сіз госзакуптарға қатыспайсыз ба? Сол сізге ыңғайлы болады ғой? Бізге сол заказға қатысу үшін сертификат алыңыздар деп жатыр да. Кеше біз қозғадық қол мәселені. Атамекен кәсіпкерлер палатасына барып жиынға қатыстық деп. Бірақ ол қойған талаптарына біздің неміз сәйкес келмей жатыр. Олар қазір білмейтін де болып тұр ғой, ол акимат, ол заңды басқасы бар екенін ше, оны бізде запрос жібердік, әлі жоқ қой. Сіз госзакупты просто госзакуп арқылы өзіңіз жасай берсеңіз, сол сізге тиімді болады, сол кезде ғана шешіледі. Мысалы, бізде солаймыз ғой, біз мысалы ешкімнен жобаны алып, мысалы 1 жылдары болған, жоба жазып, оны неғып, оны қайта жібереді, сонда 2 ай, 3 ай уақыттарымыз бекер кететін ғой. Ал қазір госзакуппен уже кішкене ыңғайлы болды. Соңғы сіздердің категорияларыңыз бөлек қой. Оның ішінде тігін бар, полиграфия бар, мысалы, полиграфиямен де мысалы айналыссаңыз болады. Себебі категорияны сіздер ғана кіресіздер. Даже сізге мысалы былай істеуге болады, мысалы, сіздікі Түркістан ауданы, мысалы, Алматы облысына да қатыса беріңіз. Соңғы біз жақтан сізге көмектесіп береміз. Келесі Алматыға мысалы қатысыңыз, біз жақтан көмектесіп, салатыныңызды салып, сөйтіп біз бір-бірімізге қол ұшымызды бермесек, былай біз только выживанияда жүрміз ғой қазір. Бізге налог төлеу керек, жаңағы ай сайын елге, мысалы, отырған адамдарға ең болмаса өлдім дегенде 42.500 беру керек, мысалы. Біз оларды қазір сіз айтқандай жаңа, олар қазір кетіп қалса, ертең біздің жұмыс болған кезде сіз ол мамандар таба алмай қаласыз ғой, көрдіңіз бе? Сол үшін 42.500 болса да ұстап отыру керек сонген. АСП алыңыз оларға тағы да шы. Сондықтан бір-бірімізге, үкіметтік емес ұйымдар, бір-бірімізге қол ұшымызды берейік енді, барымыз, кімде қандай не бар. Дұрыс айтасыз, рахмет. Керемет. Керемет, осы мына академия МПО деп отырмыз ғой, үкіметтік емес ұйымдардың академиясында бір-бірлеріңізді танып, бір-бірлеріңізге қол ұшын беріп отырғандарыңызға мен өте қуаныштымын. Әлде де тырысып көрейік. Өйткені, менде бар, Шымкенттен келген жігіттер бүкіл Қызылордаға да келіп, жандай жобаларын жүзеге асырып жатыр. Бірақ субподрядчик ретінде болып отырмын. Подрядчик ретінде ұтып алса, біздің Қызылордадағы МПОшник балдарымыз субподрядчик ретінде жаңа қызметін ары қарай алып кетіп отыр. Сондықтан ол да бір жақсы кеңес, Біржан мырза. Мен өзімнің номерімді көріп отырған шығарсыздар. Телеграм чатына жазып жіберіңіз. Мен осындай нақты, бірақ сұрақтарыңызды белгілеп, жазып, жобаңызды алдымызға дайындап, сондай бір дайындалып, барып зумға шығатын жағдай болсын, жарай ма? Менен өтініш. Өйткені ол кісі бір емес 2 сағатын бөлуге дайын. Жеке-жеке бір кезекшілік қойып қойып, кесте қойып қойып, алдына шығайық. Қазір айтып шығатын өздеріңіздің дайын жобаларыңыз бар ма? Кімде болса, сол бір жоба арқылы осы әлеуметтік жобалау деген тақырыпты талдап тастасақ. Кеше Жанат ханым бізде өте керемет өзінің айтып берді. Робототехника авторлық правасы бар екен. Мен есімде сақтап қалдым. Енді өзімнің балдарыма сол жобаны қалай әкелетін жолдарын ойластырып жатырмыз. Береке сети жобасына. Жоқ болса, ары қарай сабаққа өте берейік. Маман емес, қарапайым азамат, тұрғын құрған әлеуметтік жобалардың айрықша құндылығы оның ұсынымдары нақты жағдайдан ажырамайды және нақты шындыққа бейімделеді. Мысалы, сіздің жобаларыңыз нақты бір мәселені шешуге бейімделген.
мысалы мүмкіндігі шектеулі адамдарды жұмыспен қамту деп отырсыз. Қалай қамту? Тігін арқылы, етік тігіні бар деп отырсыз, иә? Жаңа Бақыт ханым, Жанат ханым сізге ұсыныс тастап отыр, полиграфия ашуға болады деп. Сонда әртүрлі саламен мүмкіндігі шектеулі адамдарды тартуға болады екен. Адекваттық болу керек, объективті болу керек, және негізділік болу керек. Бұл идеяны дәлелдеу керек жаңа сіздің жобаңыз. Әлеуметтік жоба. Мәселені шешуге деген көзқарас кездейсоқ пайда болған жоқ сізде, мысалы үшін, иә? Өмірлік тәжірибеден алынып, осы қайтсем де көмектессем екен деген бір ойдан шығып отыр сіздің жобаңыз, мысалы Біржан мырза. Тұтастық пен жүйелілік болған дұрыс. Жобаның жалпы мәні айқын және түсінікті. Оның әр бөлігі жалпы идеяға және болжамдалған нәтижеге сәйкес келетін болу керек. Бір реттік қана жоба ретінде ұсынбай, мәселені жүйелі түрде шешуге арналған жоба болса тіпті жақсы болады. Біздің жобамыз енді ұзақ мерзімді болып тұр ғой, сондықтан бізге бұл өте қажет болып тұр да. Өйткені тігіншілікті біз бастап кетсек, ары қарай біз тағы да дамытып, бұл ауданды ғана емес, облысты да қамтысақ деген жоспарымыз бар еді негізі. Өте керемет. Сіз ол қағаз бетінде жазылған жоба ма? Нақты. Осы как бизнес-план ретінде, бизнес-жоспар ретінде сіз дәлелдей аласыз ба? Егер нақты біз жұмыс көлемін көрсетіп, атқаратын жұмысымызда қажетті сумманы көрсетіп жазыңыз десеңіз, біз бизнес-жоспар дайындап беріп, көрсетуге дайынбыз негізі. Вот жаңа Smart Charity басшысына сол дәлелденген бизнес-жоспарыңыз бар болып келген дұрыс болады да, керемет болады. Мысалы, 100 адамды жұмыспен қамтимын. 100 адамды қандай салалар бар? Неше түрлі 10 түрлі сала бар менде, мысалы, қамтып алатын. Оларға мен осындай құрал жабдық беріп отырмын, ғимаратты маған тегін беріп отыр. Ол кісілер осындай объемды жасаса, мынандай пайда көремін. Ол пайда неде тұрады? Кәсіпкерлікке сізге тыйым салынып отыр дейсіз ғой. Ол жағынан да біз кеңес алайық. Не себептен тыйым салынып отыр? Неге сіз пайда көре алмайды екенсіз? Жұмыспен қамту деген ол әрине пайдасыз болмайды. Әлеуметтік кәсіпкерлікке арналған осы жылдың басындағы заңды сіз кәдімгі интернеттен алып оқыңыз. Қалай болатын, не болатын? Сосын бір кеңес берсеңіздер, мысалға біз осы жобаларды жазып, мысалға жаңағы шетелдік болмаса басқадай донорлар тауып бізге осындай қаржылай көмек көрсетіп, әлеуметтік саланы қолдайтын қорлар болса, жобаларымыз жіберсек, біз тек осы акиматқа алақан жайып отпай, өз бетімізше жаңағыдай осы жобаларды ұтып алып жұмыс жасасақ деген ниет бар да. Егер сондай каналдар болса, сондай қорлар болса, гранттар болса, жариялап қатысып көрсек. Әрине. Мысал үшін, Береке Сити жобасы бізде бүкіл жандай өзіміздің бастапқы кезі 5 облысқа тарайын деп отыр. Сол кездері нақты сіздің Түркістандағы жобаңыз бір-біріне демеушілік болып кететін еді. Мүмкіндігі шектеулі адамдар сол Береке Сити жобасына кіріп отырып, әрі қарай дамып кетсе, жобасын әрі қарай дамытып жіберсе. Көрейік. Мен қатты көп уәде бере алмаймын, бірақ өте қызықты нәрсе екен. Сіз бизнес жобаңызды жаза беріңіз, сертификаттарын алуға жандай дайындала беріңіз. Қандай сертификат ал деді сізде? Атамекен арқылы. Атамекен мысалы 6 топ бар. Қазір екінші тобы бітті. Я. Негізі жыл бойы 6 топ. Сіз айтып тұрғаныңыз ол грант қой, ол екінші топ отқан. Ол сертификат емес, басқа бізде жаңағы госсоцзаказға қатысу үшін арнайы сертификат алуымыз керек екен. Сіз бизнес бастау бойынша оқуды айтып отырсыз ба, ол емес? Иә, мен соны ойлап отырмын. Сізде қандай сертификат деп отыр? Сіз оның бәрі электронный бересіз ғой, Біржан мырза? Иә. Оның бәрін жаңағы қашықтықтан отырып ақ. Сіз просто қандай екенін етіңіз, мен өзім заңгеріме айтайын, сол заңгер сізге көмектесесін егер. Ол барлығы электронды ғой.
Жарайды, сұрап көрейін. Иә. ЭЦП-ңіз болса, өзіңіздің үкіметтік емес ұйымыңыздың басшының атына әрі қарай іздестіруге болады. ЕГОВтың ішіне кіріп, неше түрлі қызметтер бар. Әрі қарай жоба ерекшелігі барлық жобалау параметрлері, іске асыру уақыты, мақсаттар, нәтижелер, технологиялар, әдістер және тағы да басқа нақты белгілену керек. Құзыреттілігі авторлардың проблематикасы, мәселені шешудің құралдары мен мүмкіндіктері туралы жоғары деңгейде хабардарлығын көрсету қажет. Мысалы үшін, сіз неше жоба жүзеге асырдыңыз? Біржан мырза. Сұрақ маған ба? Иә, сізге. Біз енді біздің осы аудандық филиал ашылғалы бері, біз енді мини гранттар дейді ғой, енді ары кеткенде 500 мың сомасында 5 жобаны жүзеге асырдық әр тақырып бойынша. Енді оның ішінде ең күрделісі жаңа Сорос Қазақстан қоры бойынша бізде осы Шымкент қаласында Береке қоғамдық бірлестігі бар, Абдуллаева Роза Сәрсенбайқызы басқаратын қоғамдық бірлестік. Сол кісілер Соростың қаржысын ұтып алып, аудандарда мини гранттар бойынша конкурс жариялап, сол конкурстың жеңімпазының бірі біз болып жобаны жүзеге асырдық. Сол Береке қоғамдық бірлестігі негізі осы барлық Түркістан облысындағы аудандардың қоғамдық бірлестіктер дамуына үлкен септігін тигізді. Сол арқылы біз қоғамдық бірлестіктің не екенін танып, мақсаты мен миссиясын түсініп барып келдік осы салаға. Одан кейін аудандық деңгейде де біраз жұмыстар атқардық. Кеше айтып өттім. Инклюзивті білім беру, үйде отырған балалардың қоғамдағы белсенділігін арттыру бойынша. Одан кейін тағы да осы азаматтық альянстың біздің облыста жыл сайын әлеуметтік жобалар байқауын жариялап отырып, соған да қатыстық. Жеңімпаз атандық. Жобаларымыз жүлделі орындардан көрініп, премия алдық. Өте керемет. Енді сізге жетіспейтіні тек тұрақтылық қой, қаржылық тұрақтылық. Әлеуметтік кәсіпкерлік арқылы тұрақтылыққа шығуға тырысыңыз енді. Оны тыйым салынған жөнінде қазір мен дұрыс түсінбей отырмын, қай жағынан тыйым салынып отыр, кім сізге тыйым салынып отыр. Әлеуметтік кәсіпкерлік бізде заңды түрде рұқсат етілген. Әйтпесе ол үкіметтік емес ұйымдар өмір сүре алмайды. На выживание деп отырсыз ғой енді сіздерде. Сіздің мақсаттарыңыз былай минимум 3 жыл, максимум 30 жылға жазылған стратегиялық жоспарларыңыз болу керек. Ол жоспар болмаса қиын болады. Сол нақты стратегиялық жоспарды жасау жағынан кеңесті осы Елена ханымды көрсете алады, көмектесе алады. Мысалы, алдыңызға қойған мақсаттарыңыз неше жылға арналған? 1000 кісіні жұмыспен қамтып, әрі қарай өзі жейтіндей, өзі табатындай дәрежеге жеткізем деген жоспар бар ма? Енді мысал ретінде келтіріп отырмын. Біз 2017-де ашылдық дедік қой, сол 2017-де біз 20 адамды жұмыспен қамтып бастағанбыз, тігін цехын. Сол кезде біз мысалы 3 жылға стратегиялық жоспар жасап, жұмысты осылай дамытамыз деп алдымызға мақсат қойған едік. Енді айттым ғой, басшының ауысуына байланысты аудан басшысының жұмысымыздың барлығы енді бір неге құмға сіңген судай болып кетті да қазіргі таңда. Қазір енді бізде бір 3-4 жұмысшыны ұстап отырмыз. Жұмыс жабылып қалмас үшін да, қоғамдық негізде шақырып жаңағы. Енді ол жерде біз тек қана мүмкіндік шектеулі адамдар десек, адамдар келмеуі мүмкін. Біз сондықтан көп балалы аналарды шақырып отырып, әлеуметтік тұрмыс жағдайы төмен отбасылардан шыққан қолынан тігіншілік келетін аналарды шақырып отырмыз. Ол жерде біз тек қана бір немен шектеліп отқан жоқпыз да. Сондықтан біздің жұмысымыз ауқымды болуға негізі алдағы уақытта үлкен мақсатымыз бар, кеңейтіп, біраз адамды жұмыспен қамтысақ деп. Әрі халықтың тұрмыс жағдайы да жақсарады.
бәрі дұрыс, иә, мен өте қуаныштымын сондай жоспарларыңыз барына. Қараңыз, енді сіз тігін цех деп отырсыз, сіз нақты не тігесіз? Бір инклюзивті бір өніміңіз бар ма? Не только созақ, бүкіл Түркістан облысында айтып кеттік қой, бұл бізге спонсорлықпен алып бергендіктен бастапқыда біз сол өндіріс орындарына жаңа арнайы киімдер бар ғой, спецодежда, уранда жұмыс істейтін қызметкерлерге біз соны тігуге заказ ретінде алып отырсыз, иә? Объемдарды. Кейінден енді ол тікелей аудандық басшылықпен байланысты болғандықтан қазіргі таңда ол сұраныс жоқ бізге. Ол кісілер ол қажетті заттарын басқа фирмамен келісімшартқа отырып алып отыр. Біздің негізі өнімдеріміз сол сапа, бағасы төмен, бірақ сонда да бізбен келісімшартқа отырмай басқа жақтан алып отыр да. Сондықтан бізде жұмыста қазір бір қалыпты жұмыс жүріп жатқан жоқ. Түсінікті. Енді оны тереңірек қарап, жандай кәдімгідей мониторинг жасап, верификация ретінде дәлелдеп, әрі қарай зерттеу керек. Өйткені бірден кеңес бере қояйын деген ойда келіп отырған жоқ, бірақ оны көру керек. Жан-жақты ізденісте болғаныңыз дұрыс. Әлде де сұрағыңызды, мәселеңізді жазып қойыңыз. Жоқ, мысалы, Алма ханым, мына қазір мысалы жоба жаздық, сонан кейін не істейміз оны, кім қолдайды оны? Мысалы, мен соны көп түсінбеймін, себебі басында айтып отырмыз ғой, біз 2-3 жыл өсімен айналыстық та уақытымызды құрып кетті мысалы. Сонан кейін біз кәдімгідей қазір мына әлеуметтік кәсіпкерлік деп тұр ғой, сол әлеуметтік кәсіпкерлікке біз 2 жыл бұрын кіріп кеткенбіз. Былай қараған кезде. Просто түскен ақшамыздан налоговый камеральный контроль жасайды. Онан кейін артық ақшамыз пайда түсіріп жатсақ, содан біз налог төлейміз, болды. Сонымен құда да тыныш, құдағи да тыныш, қазақша айтқан кездеш. Сонан кейін бірақ бағытпен жүру, ол мысалы тоже біздің неге келмейді да, қоғамдық. Содан біз әртүрлі бағытта жасаймыз. Мысалы, Біржан мырза, сізде сөйтіп 2-3-4 бағыт алсаңыз, біреуі неған кезде, біреуі ақсаңдаған кезде екіншісін жабады, екіншісі үшіншісін жабады. Алып шығады, бесіншісін жабады, иә. Мысалы, қазір ең проблема бұл инклюзивті оқыту болып тұр ғой. Инклюзивті оқытуды сіз тоже өзіңізге кіргізбасаңыз өте күшті болар еді. Себебі сол қазір біздегі Қазақстандағы проблема болып тұр да. Мысалы, біз Россиядан бір нәрсе жақтан аламыз, бізге ол келмейді мысалы. Сол сияқты жаңа неше түрлі жаңа ойыншықтар, оқыту әдістемелік құралдар, бір маман тауып алсаңыз, сонымен айналса, ол жақсы болады. Сонда сіз бүкіл оңтүстік Қазақстанды қамтамасыз етесіз. Оның презентациясын жасайсыз жаңағыдай. Көрсетесіз, сонан кейін олар уже заказ береді. Ол да бар. Бір несі. Ал енді бір ғана немен жүре берсеңіз, онда мысалы бізде Алматы облысында кеше ма, алдың күні ма бір лот болды мысалы. Мен күнде кешке жақын қарайым да, күнде кешке жақын анализ жасаймын. Алматы облысы, Саты қаласы. Сол жерде мысалы полиграфические услуги деп тұр екен. Себебі арасында полиграфиялық услугамен айналысамыз. Өзіміз жазамыз, өзіміз шығарамыз, өзіміз распространять етеміз. Бізге сол кішкене тиімдірек болады да мысалы. Сол жерде мысалы только инвалиды қатысатын бар екен. Сол мысалы, сонымен мысалы қарап отырдым, уже 3 күннен кейін ол бітті, ол кісілер қайта берді. Себебі жоқ болып тұр, көріңіз, мейлі ғой, 100 мың теңге болса да, біреу 100 мың теңге болып тұр, біреу мысалы 150 мың теңге болып тұр. Оның ішінде мысалы сіз налогыңызды, басқасын, отының затын бәрін шарт біткеннен кейін бір 30 мың теңгедей, 40 мың теңгедей қалады ғой бәрібір. Сонда хотя бы біреуінің несін жабасыз. Енді мен өзімнің ойым ғой, әйтпесе. Өзіңіздің тәжірибеңізден айтып отырсыз. Сондықтан инклюзивтік оқытуға да не берсеңіз, мысалы, сондай бір жақсы маман тауып алсаңыз, мына Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінде бар, инклюзивті не бар. Сіздерде мен білмеймін, бар ма жоқ па, қай жерде. Сол факультетте жақсы студенттер бар. Мысалы, соны мысалы тартсаңыздар, өте жақсы болар еді. Сонда сіздің жұмысыңыз тек қана инклюзивный әртүрлі нәрсемен кетеді да, ол да жақсы. Себебі мен Алматы облысына барған кезде бір кісі айтты, мен кітапхана ашайын деп жатырмын дейді, ол именно осы зағип кісілерге ше. Ондай да бар екен мысалы.
сол сияқты идея бар болып жатса біз сізге жібереміз ғой, одан жаңағы былай неғыңыз, мысалы мына облыста мынандай бар екен, сізде соны нетіңіз деген сияқты жібереміз біз енді бүкіл облыста жүргеннен кейін. Иә, тәжірибе алмасқан жақсы ғой негізі. Мысалы біз религия мен дінмен де айналысамыз. Бізде оқытушы профессорлар болғаннан кейін, мысалы бізде сіздерде Түркістанда бір жігіт, мысалы бізде онлайнмен жұмыс жасайды. Бауыржан деген PhD докторант, Түркиядан бітірген. Мысалы біз оның да кейбір қызметтерін аламыз. Көрдіңіз бе? Сол сияқты бәріміз бір жан-жақты бүйтіп не қылмасақ, әйтпесе ол бір жерде тұрсақ, бір-бірімізге көмектеспесек, негізі қоғамдық ұйым аз ғана қалатын сияқты. Қазір мысалы жабылып жатыр ғой, көпшілігі жабылып жатыр. Үлкен кісілер мысалы. Жабылып жатыр. Иә, мысалы бара-бара мысалы бізде мысалы әрең неғып отырмыз, 13 жыл ұстап отыру оңай емес та мысалы. Егер мысалы тағы да жаңағыдай бізге мысалы енді бізге қарай бір жақсы заңдар шығармаса, мысалы қолдайтын заңдар, біз олардан ақша сұрап жатқан жоқпыз. Бізді қолдайтын заң шығарса, біздің немізге, соны біз өмір сүреміз. Жоқ болса, онда жоқ онда. Сондай неде ғой, қазір бәріміз солай болып отырмыз. Себебі неміз қиындауда кішкене жағдайларымыз. Соның кейін біз әртүрлі жерден әртүрлі нәрсе аламыз. Любой қызметті аламыз. Істемейміз демейміз, бірақ сол қызметті жасай алатын адаммен ГПХ дейді ғой, мысалы, уақытша неге отырып, сол кісінің қандай несі бар, содан кейін қалғаны енді ұйымға қалады, көрдіңіз бе? Содан біз қалған расходты сонымен жабамыз. Сөйтіп келе жатырмыз. Бір жағынан шынымен енді оңай нәрсе емес. Себебі қазір жастарды тартып жатырмыз ғой, біз ол жастарды да соған үйретіп жатырмыз. Бірақ көрдіңіз бе, ол жастардың көзқарасы басқа. Сондықтан біз, мысалы қазір НПО-лардың көбісі үлкен кісілер ғой, көпшілігі жабылып жатқан үлкен кісілер. Енді біз нетпесек, жастар ары қарай жүру керек қой, мысалы. Сол сияқты, білмеймін, жобаны мысалы қазір біз жаздық, содан кейін оны қайда апарамыз, мысалы, Алма ханым? Оны қайда апарғанда сізде өзіңіздің жүйелі түрде Инстаграм парақшаңыз бар ма? Жоқ, Фейсбук бар ма? Фейсбукта өзіңіздің парақшаңыз бар ма? Тарау керек көбірек. Біз енді заманымыз қазір сондай ғой. Телефон арқылы жүйелі түрде ақпарат алады жұрт. Сөйтіп краудфандинг дейді, жандай ақша тарту өзіңізге қалай тартасыз? Әкімнің алдына бір барасыз, бір спонсордың алдына тағы бір барасыз. Жүйелі түрде тарау керек өзіңіздің жайлы ақпарат. Сіздің жобаңыз тек сіздің презентация деңгейіңізбен ғана бағаланады. Ал сарапшылар бірінші кезекте не нәрсеге назарын аударады? Жеңімпаз жоба келесі сипаттамаларға ие. Қараңыздар, жоба авторының құзыреттілігі мен кәсібилігі. Оның қазіргі әлеуметтік жағдайды білу. Мысалы, сіздің жобаңыз енді жабуға жақын деп отырсыз, оны уайымдап отырсыз. Қазіргі мына заманда сіздің жобаңыз керек па, керек емес па? Егер сол сіз сенімді болсаңыз, әрі қарай қадам арқылы, степ бай степ дейміз ғой, бірнеше қадам арқылы сіз жетесіз жеңіске. Әлеуметтік маңызды жобаның әлеуметтік эффектінің күтілетін нәтижеңіз болу керек. Туындаған проблеманың өзектілігі, мысалы, мемлекеттік саясаттың басым бағыттарына сәйкес келетін болу керек. Проблеманың жаңалығы және оны шешу жолдары бар ма сізде? Мысалы, өзіңіздің тәуекелдеріңізді алдын ала біліп отырдыңыз ба? Мысалы, ал кетіп қалды деп отырсыз жаңа әкім. Неге ол әкімге сіз тәуелдісіз? Тек ғимарат тегін бергендіктен ба? Ол әкімнен басқа тағы да бар шығар Созақ ауданында, я болмаса Түркістан облысында тағы да бір керемет бизнес, үлкен бизнес жандай мекемелері бар шығар, азаматтар бар шығар. Сіз таратыңыз электрон почта арқылы, Инстаграм арқылы, өзіңіздің жандай архив, жандай нәтижеге жеткен историяңыздың бәрін кәдімгі альбомға салып таратыңыз. Жазбаша түрде отзывтар бар ма? Біздің жұмысқа қабылданған адамдарымыздың.
болмаса өнімді алған, өнімді мысалы объем алдыңыз ғой, соны тігіп жібердіңіз. Ол кісіден, заказчиктен отзыв бар ма, жоқ па? Соның бәрін жинақтап тізбектеп отыру керек. Архив ретінде, альбом ретінде біреу, мысалы, менің алдыма келдіңіз ал. Бір сөзіңізбен жеткізгеннен гөрі бизнес жоспар, тағы да бір альбомыңыз болу керек, с историями успеха. Мен уже басқаша қараймын сізге. Ақшаны бірнеше жобаны жүзеге асырған ұйымдарға беруге дайын болады донор. Мысалы, бізде әкім бар еді, ол жандай кетіп қалды, енді ешкімге тәуелді болмауыңыз керек, Біржан мырза. Сіздің керемет жобаңыз жүзеге асырылу үшін, әрі қарай тұрақтылық алу үшін, сіз ақпарат өзіңіз жайлы таратыңыз. Проблеманың жаңалығы және оны шешу жолдары болу керек. Мәселенің тұжырымдамалық, теориялық негіздемесі бар ма, жоқ па? Жоспарланған нәтижелердің ерекшелігі мен өлшенуі. Ол бар ма, жоқ па сізде? Енді көп айта беруге болады, бірақ күтілетін нәтижелермен оларды бағалау критерийлерін анықтау керек. Жоба идеясынан тыс кетпеу керек. Мысалы, сізде жоба идеясы қандай? Мүмкіндігі шектеулі кісілерді жұмыспен қамту. Үйде отырып қалған кісілерді. Үйде оқыту жандай ретінде отырып қалған балдарды бір кәсіпке үйрету әрі қарай. Енді осы тақырыпқа байланысты бізде жобаның презентациясы деген бір тақырып бар. Жобаны дұрыс жарыққа шығару, оны тиімді ұсыну. Сол жағынан қалай болып отыр сіздерде? Мысалы, жабылды деген сөз негізі сіздің сөйлемдеріңіздің арасында негативті сөйлемдерді азырақ айтқан, не болмаса ұмытқан жөнді. Әрине, мен осы заманға қарай карантин деп жатырмыз, ковид деп жатырмыз, дистанционный неге жатыр деп. Соның бәрін ағымына түсіп, жобаңызды басқаша бір басқаша түрмен ұсынуға дайын болуыңыз керек. Жобаның презентациясын дайындауда донорлар, демеушілер қолданатын жобаны бағалау критерийлерімен танысу пайдалы болады. Егер сізге бір 5-6 донорды ұсынып отыр дедік, сол донорлардың талаптары қандай? Сол донорлардың сөйлемдерін жаттап алып, болмаса қандай олардың тағы да ерекшеліктері бар, соны зерттеп алған дұрыс, логистика жасап. Жақсы презентация сіздің жобаңыздың туралы жарқын, шабыттандыратын, қысқаша әңгіме ретінде ақпаратты көрнекі түрде көрсету, материалдардың стандарты емес форматтары ұсынылады. Жобаның презентациясы кезінде негізгі ережелерді ескермеңіз. Мейірімді және ашық болу, сауатты сөйлеу, сенімді тонды жаттықтыру, қысқа, түсінікті, қызықты болуға тырысу керек. Өйткені кейбір донорлар сізді 2 минуттан артық тыңдамайды. Енді ең көбінесе 3 минут қана тыңдайды. Болды, түсінікті қоя салыңыз дейді, кете беруі мүмкін. Ал сіз енді оның басынан бастап қызықтырып алатын бір әңгімеңізді айтсаңыз. Ол да бір өнер. Сіздің жобаңыз тек өзіңізге ғана ұнамай, баратын донорлардың назарын аударып алатындай түрде жасаған дұрыс. Мүмкін сіздің командаңызбен сіз мақтанып тұтасыз. Менде мынандай команда бар. Неше жылдан бері осы команда арқылы менің жобам жүріп жатыр деп. Кімге деп отырсыз ғой? Сол Инстаграм арқылы, Фейсбук арқылы донорларды іздейсіз. Одан кейін бір донорына өзінің досына айтып шығады. Госзакуп деген бар, госзаказдар бар. Бірақ госзаказдар қазір бірнеше өзінің төлемдері бар ғой. Сіздің жобаңыздың құнына байланысты. Солай емес па? Жоқ, оны қайтарып береді, біткеннен кейін қайтарып береді, дұрыс жұмыс жасасаң. Түсінем ғой, бірақ енді кейбір ұйымдардың соны төлейтін ақшасы да жоқ қой. Оны ол сенімді болмайды ғой. Ол оборотный болу керек қой. 2-3 жоба ма, ол 2 жобаның ақшасын бірден ұстап тастамайсың ғой.
Оны әр тиынын есептейсің. Сол сияқты маған мысалы өзіме сол ұнайды. Жаңа госзаказ, госзакуп деген мысалшы. Ешкімге тәуелді емессің. Дұрыс берсең, дұрыс толтырсаң, өтесің. И енді биыл мысалы финансовый устойчивость деп тұр мысалы. Биыл финансовый устойчивостьті мысалы ол мысалы сенің төленген налогыңа қаралады, солай ғой. Сондықтан ол налогың дұрыс болып, нарушение жоқ болса, ол да саған плюс болады. Қараңызшы, енді жылдан жылға талаптар қаталдырақ болып келе жатыр. Бұрынғыдай емес. Мысалы, грант берушінің, сіздің сөзіңіз аузыңызда, сол госзаказға сіз әбден қалыптасып үйреніп алдыңыз, өйткені сіздің заңгеріңіз мықты болып отыр. Құжаттарды дайындау, құжаттарды уақытылы соны жіберу, өзінің даже минуттары бар емес па, о жерде. Минутын даже санап отырып, алдында берген сізге бәсеке ретінде салып отырған ұйымдарға кім салып отыр, кім салмай отыр. Егер бір ғана сіз салсаңыз, ол қайталанады жарыс. Ұтып кетеді деген ондай сенім жоқ. Келесі тақырып, грант берушінің жобаны бағалау нәтижелері шарттары дейді. Грант беруші жобалық өтінімдерді қарау шарттарын дербес белгілейді. Ірі халықаралық донорлар оларды гранттық байқау туралы ережеде қарастырады. Әдетте жобалық өтінімдерді бағалау бірнеше аптадан бірнеше айға дейін созылады. Сіз айтқандай жаңа. Грант беруші өтініш берушілерді қарау нәтижелерді туралы хабар ету немесе хабарлама құқығын өзіне қалдырады. Оны да сіз күтіп отырасыз айлап. Мысалы, США посольствосы бар ғой. Ол жаққа мысалы көктемде берсең, анау күзге дейін созып отырады. 6 айдың көлемінде сізге жауап береді. Ол сіз бірінші топтан конкурстың өттіңіз ба? Жақсы. Енді екінші тобы бар. Сөйтіп әрі қарай созылып кете береді. Сондықтан ондай донорларға тәуелді болған да дұрыс емес. Негізі алған, ұтқан әрине өте жақсы. Ұйымдағы жобаны жасаушылар. Мысалы, сіздің, Жанат ханым, қанша мамандарыңыз бар? 10 шақты мамандарыңыз бар дедіңіз. Иә, солай ма? Иә, әркім өзінің спецификасымен жұмыс жасайды. Ал егер бізге маман керек болып жатса, біз жаңағыдай ГПХ арқылы төлейміз оларға, договорға отырамыз. Сонген мысалы бір ай ма, 1,5 айдың көлемінде ма бітіреді. Оны біз қабылдап аламыз мысалы. Солай да жұмыс жасаймыз. Себебі көріңіздер, біз қазіргі өзіміздің мемлекеттік саясатпен жұмыс жасаймыз ғой. Мысалы, қандай проблема бар, біз оны көмектесуіміз керек қой. Үкіметтік емес ұйым болғаннан кейін, мысалы, қандай проблемасы бар. Қазір мысалы суицид, құқық бұзушылық деген өте көп мысалы. Оның барлығын шеше бермейді көпшілігі. Сонан кейін біз сол бір жағына шығысамыз, жазамыз. Сондай нелер. Бірақ енді ол на платном основе деген бар, бесплатно деген бар мысалы. Мемлекетке шынымен керек болып жатса, олар мәслихат арқылы шығады мысалы. Осындай керек еді деп. Бізден ценовой сұрайды мысалы. Сіздің мысалы бір неңіз қанша тұрады? Бір мысалы 4-5 ненің, оның ішінде қайсысы? Сол сияқты нелер көп мысалышы. Қазір мысалы әлеуметтік жағдайға байланысты өте проблема, өте көп мысалы. Оның шешу жолын бізге де мысалы үйімді ұстап тұру керек қой. Оның ішінде өзіміздің мамандарымыз бар. Онда біз мысалы ақша төлеуімізге маман жұмыс жасамайды ғой. Соның бәрін раскладка жасаймыз да, оның кейін заказ беріп атқан үйім ол мәслихаттан ақша сұрайды. Ол да екінші варианты бар. Мысалы қазір мына кім Біржан беді бізде жаңағы. Ол кісіге де солай істеуге болады шы. Сонымен соны біз орындаймыз аяғына дейін. Негізі Біржан мырзаның жобасы өте керемет. Просто өздері
жоқ, сол жобамен бірге, сол жобамен ауылдың бірге. әкіміне тіреліп отыр ғой, иә. Оны тірелмеу керек. Әрі қарай. Жоқ, қазір ауылдың әкімі де, районның әкімі де көп нәрсе шешпейді ғой, шын ғой, бұрынғы не емес, бюджет. Ол бәрі мәслихат арқылы нетіледі, сұралады мысалы. Ол мәслихатқа шығу керек ол үшін ше. Содан кейін мәслихат оны қарайды, сол керек па, керек емес па. Содан кейін мәслихат оған арнайы не қояды. Оны содан кейін шығарады, требованиясын барлығын береді. Содан кейін сол бойынша ол кісі жұмыс жасайды. 1 жыл жасай ма, 2 жылдық. Енді қазір уже мына мемлекеттік ненің өзінде 3 жылдық жоба шығып жатыр ғой, мысалы. 3 жылдық жобалар шығып жатыр. Уже мысалы білесің сен 3 жылға дейін осы бар екен. Бірақ енді теңгеміздің құнсыздануына байланысты оны да нету керек, есептеу керек ше. Сондықтан енді оны проблема демейміз ғой, бұл өмір ғой. Өмір болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін. Ал енді мынандай жобаларға бізге қатысуға уақытта жоқ, шыны керек ше. Біз жаңағыдай, мысалы, біреуде бір проблема шығады, екіншісінде екінші проблема шығады. Сонымен ол жобаға айналады негізі ше. Онан кейін оның шешімін етіп, нәтижесін көрсетіп береміз, мысалы. Мысалы, енді сіз қалай ойлайсыз, Жанат ханым? Жобаларды жазған кезеңде қандай қателерге жіберуі мүмкін? Үкіметтік емес. Енді оның қателерді білмеймін, ол жүре түзеледі ғой. Қателер болса да жүре түзеледі. Мысалы, біз бір нәрсені жазамыз, иә? Мысалы, бірақ ол жұмыс барысында ол ондай болмауы мүмкін. Сол кезде біз соған қарай бейімделеміз. Сол нақтылықты сол жерде шешу керек та. Себебі шынымен білмейміз ғой, мысалы, біз жаздық, бәрін қойдық, ал шынымен процесске кірген кезде, жұмыс процесіне кірген кезде, тіпті мысалы басқаша көрінеді. Сол кезде біз кішкене түзейміз, көрдіңіз, бірақ нәтижесі жаңағы мемлекет берген, немесе жаңағы білім үйімі, басқа ішкі саясат берген ненің нәтижесі, біз соны уже шығарып, сол проблеманы шешіп береміз. Шешіп бергенде, мысалы, соның шешу жолы ары қарай. Мысалы, шешу жолын көрсетіп, сол адаммен жұмыс жасаймыз, мысалы. Сондықтан енді бір ғана жобамен нету деген баяғыда ол бізде болған. Жүре бердік күнде, мысалы, ол кезде Астана ғой, енді Астанаға бара береміз, бәленбай немізбен бара, құр трата времени болды да, содан кейін біз осындай әдіске көштік. Мысалы, беріп қоямыз, ол сіз айттыңыз ғой, жаңа 6 ай жатады кейбір жерде. 6 ай жатады, мысалы, 6 ай жатады, мысалы, былтырда болды ондай нелер. Жаңа мына робототехникаға байланысты. Американдық не ғой деймін, посольство берді деймін соны. Мен айтам, мы уже это вроде выполнили, но көп, енді ол үшін көп маман керек қой, көрдіңіз ба, оғанда. Сондықтан ол әр нәрсенің, мысалы, біз құқық бұзушылық бар, суицид бар, мысалы, суицид қазір өте көп. Мысалы, дистанционныйға көшкен кезде білесіз ғой, қандай проблема болды мектептерде. Біз солармен бірге жүріп, сол проблеманы шешіп, мысалы, тез, мысалы, 3-4 айдың ішінде уже соған бейімделіп алды, ол деген жақсы, мысалы, бейімделіп алса, болды, біз барлығын сол кісілерге қалдырамыз да, онан кейін ары қарай басқа жұмыспен айналысамыз. Сондықтан, көрдіңіз, мемлекеттің тапсырмалары, мемлекеттің стратегиясы бар. Біз соған қарай бейімделіп жұмыс жасаймыз. Мысалы, сіз жаңа суицид деп отырсыз. Қандай әдістермен сіз әрі қарай алып кеттіңіз, оны шешіп алдыңыз? Суицидті ма? Суицидті біз бірінші сол білім ордасындағы бірінші біз ұстаздармен жұмыс жасаймыз. Онан кейін бізде тестовый бар, тест определять етеміз. Барлығын бүкіл... Содан кейін, Сонан кейін ол жерде өзі шкалалар көрініп тұрады. Мына баладан бұлай, мынау бала бұлай. Сонан кейін соны мониторинг жасай отырып, выявлять етеміз. Онан кейін уже бар оның ортадағы жаңағы вообще несі түсіп кеткен жігіттер мен қыздар болады, мысалы. Соны выявлять етіп, солармен жұмыс жасаймыз. Сонан кейін ол кәдімгі өмірге деген өзінің құлшынысы пайда болады. Пайда болды ма? Болды. Біз сонан кейін ары қарай. Бірақ оны сол жерде учебно-методический пособиемен жұмыс жасаймыз.
сол біздегі проблема көп қой, ол проблеманың шешу жолдарын просто білуіміз керек та. Даусыңыз шықпай қалды. Алма ханым, даусыңыз басылып қалды. Микрофон. Ага. Теперь слышно, Асема? Енді естілді. Жаңа керемет Жанат ханымның әңгімесін тыңдап отыр едік суицид жайлы. Мені сұраған себебім суицидке байланысты өзінің әдістемелері бар екен. Экспресс-тест дейді. Генезис ретінде кәдімгі дейін, әңгіме бастау ретінде соған дейін бір экспресс-тест бар екен. Онлайн кәдімгі интернетте бар екен, өзінің ссылкасы бар, кіріп, жаңағыдай сұрақтарға жауап бересіз. Қаншалықты сізде агрессия бар. Содан кейін бір сағат где-то көлемінде сізбен әңгімелеседі. Психиатр бар, психологтар бар. Содан кейін жасаған тест басқаша болып шығады екен. Сонда адамның миында тұрған ол программалар екен, сізді шектеп тұрған. Потенциалыңызды ашуға көзделген сол әңгімелері маған өте ұнады. Күні бүгін келіп отыр біздің жоба Береке Ситиміз, біздің Береке Сити жобамызға грант ұтып алған екен, өздердің авторлық жандай әдістемелері бар екен. Өте керемет. Енді біздің Береке Сити жобамызды танисыздар, кешеден бері айтып жатырмын. Мына өзіміздің Қазақстандағы кедейшілікпен күресу ретінде. Нақты міндеттемелердің ішінде ең бірінші сатыда тұр. Оларды еңбекке бейімдемей, ол құр бере бергенде болмайды ғой, кедейшілік онымен шешілмейді ғой, солай ғой. Оларды өздерін еңбектендіру. Жоқ, кедейшілік болғанда біз профилактика ретінде кедейшілікпен күресу, еңбек міндетті түрде өзінің коммуналдық төлемін төлеу үшін олар еңбек ету керек. Егер коммуналдық төлем төлемесе, штраф салынады, 3 айдан кейін шығарылады үйінен. Талаптарымыз кірместен бұрын оны бәрін айқын айтып береміз клиенттерімізге. Міндетті түрде сіз кіріп алғаннан кейін ұйықтап жатпайды ол клиенттер. Бала шағасымен бөлек жұмыс жасалады, өзінің психологтың сеансынан өтеді. Сол жоба нақты жазылған. Қалай әлеуметтік қызметкер оны әрі қарай алып жүреді. Құжаттары жоқ кейбір адамдардың. Кәдімгі құжаттары жоқ. Оны мен Алматыға келіп таңғалып отырмын. Құжатсыз жүрген адамдар да бар екен. Баспанасының мәселесін шешем деп жүргенде кәдімгі құжатсыз бала шаға, құжатсыз жандай үлкен ересек адамдар келгенде мен енді білмеймін. Мысалы, өзіміздің президентке мен өте ризамын. Ертең ол ата-аналарымыз басқа средаға түсіп, азаннан кешке дейін өзінің кестесі бар. Таңертең тұрып аулаңызды жинайсыз, үйіңіз бармасаңыз, басқа жұмыста жүрген көзқарасыңызды салып, обед кезінде түскі асты уақытылы ішу керек. Әр үй өзінің кезекшілігімен жұмыс жасайды. Кешкі асын уақытылы ішу керек, кіргізеді. Ұйқыға енді жаз айында, жаз кездерінде сағат 11-де кіру керек, міндетті түрде. Кірмесе әрі қарай сөгіс алады. Егер кезекшілікке шықпаса, сол кезекшілікке шыққан адамның пұлын төлейді. Оның өзінің несі бар, мөлшері бар. 6000 теңге күні бойы таңғы сағат 9-дан 12-ге дейін. Біраз шарттар жазылған. Қонақтар келмейді сізге. Егер сіз алдын ала бізге ескертсеңіз, қонақ келеді деген 5 күннен артық болмайды. Өйткені сізге бұл
үйде берген себебіміз сіздің қиыншылық жағдайдан шығу ретінде беріліп отыр. Сізді қонақ жайлы болып, мына жерде жандай тапқаныңызды шашып, тамақ береді оған, су, свет бәрі кетпейді ма? 5 күннен бері жатқаннан кейін. Сондықтан сондай талаптар бар. Нәтижеге келген қыздарымыз өте баршылық, үйлі болып кеткен кісілер де бар. Енді арасында сый салмай, осы талаптарға, шарттарға көнбеген отбасылар да бар. Әрине, кемшіліксіз болмайды. Өйткені барлық адамға жағу деген мүмкін емес, 100%. Сондай бізде жоба. Енді бұл жобаға мен айтып отырмын, спонсорлардың демеушілігі арқасында жүзеге асырылып отыр. Қазіргі таңда үкіметтен тек айлық алып отырмыз. Жіберетін 69 мың шамалы тиындары бар. Оның кішкентай үстіндегі айырмашылығы бар, оны президент өзі төлейді. Өйткені бірнеше жыл бойы жаңа жоспар ретінде жазып қойған. Осындай команда менде бар, осындай әлеуметтік қызметкерлерім бар, осы жұмысты жасап отырған деген. Соған көздеп отыр. Мәселе көп, бірақ мәселені шешуге дайынбыз. Инстаграмда өзіміздің парақшамыз бар. Парақшаға күнделікті болып жатқан қонақ келсін. Я болмаса балдарымыз бір жерге барып, жандай жарыстарда ұтып жатыр ма? Күнделікті өміріміздегі жақсы историяларымызды салып отырамыз. Мысалы, жаңадан клиент келе жатыр ма? Оның үйіне барып, кәдімгі түсіреміз жаңа репортаж жасап. Қандай адам тұрмайтын жерден әкелеміз. Есігінің алдында кәдімгі дәретханалар тұрады. Ыстық су, мұздай су деген ол атауымен жоқ. Сондай жерлерден әкеліп, тап-таза кәдімгі благоустроенный квартираға кіргізіп қоямыз. Үйлерінде ең көбі 2 бөлме, көлемі 5 адамға дейін 1 бөлмелі үйге кіргіземіз. Холодильник, стиральный машина береміз жаңадан. Соның бәрін қалай пайдаланып жатыр. Квартал сайын мониторинг жасап отырамыз. Енді КСК демейміз, өзінің жандай жұмыстарын жасайтын маманы бар. Тазалығына қарайтын, соны қалай жасап отыр. Мен бұл әңгімемді бастаған себебім қалай тұрақтылыққа жетеміз деген мәселе туындап отыр ғой енді. Қаржылық тұрақтылық қалай болады деген. Әрине бізде де көп мәселе. Бұндай көп штатты тартуға әрине қаражат жетпей отыр. Мысалы, компьютерларымызға еге болатын мамандарды тарту. Я болмаса заңгерге біз палата юристов бар, білетін шығарсыздар. Коллегия адвокатов бар. Соған ұсыныс тастадық кәдімгідей, онлайн, сіз айтқандай. Осындай өзіміздің жағдайымызды айтып бердік. 300-ге жуық адамдарымыз бар. Оның ішінде 180 бала шағамыз бар. Сол кісілердің құқығын қорғайтын, неше түрлі жандай бракоразводный процесс болсын. Зорлық-зомбылықтан жандай азар тапқан әйелдеріміз көп. Солардың құқықтарын қалай қорғауға болады деген сондай ұсыныспен хат жібердік. Жобамыз қашан басталды, қандай бізде жетістіктер бар, кішкене шағын хат жаздық та ұсыныс тастадық нақты. Нақты бізге сіздерде осындай құқық жағынан құқығымызды, әйелдеріміздің құқығын, бала шағаның құқығын қорғау мәселе туындап отыр. Қандай көмегіңіз бар сізде? Бірақ пробоно ретінде. Бізге кәдімгідей жауабын берді. Қазір кәдімгі коллегия юристов, заңгерлер әрбір кейстарымызды, мысалы, бір юрист 2 кейс айына жүргізіп отыр. Ажырасу мәселесі, жандай мүлікті өзіне бөліп, өзінің құқығы жандай өзіне тиісті мүлік бар емес пе, ажырасқан кезде. Соны қалай өзіне бөліп алады. Я болмаса ажырасып жатқан кезінде оның атында неше түрлі затты, неше түрлі мүлікті жазып жіберген күйеуі. Одан қалай құтылу мәселесі бар. Оның барлығын өзінің мамандарынан кеңес алып шешіп отырмыз. Я болмаса
енді нақты өзімнің жобамның мәселесін әзірлеген жандай жағдайларды айтып отырмын ғой. Суицид деп отырсыз. Суицид тек балдарда ғана емес, үлкен ересек адамдарда да суицид жағдайға келіп қалады. Сол суицид не себептен болады? Агрессия толып кеткен. Оны Тоқтап қалдыңыз. оны білмей қалады. Эпидемия жүрген кісі жаңа күліп отырған, тамақ жасап отырған барды да жандай нәрсесін істеп жіберді. Соған байланысты бізге қазір керемет психиатры бар и 3 маман психологтар бар екен, жоғары дәрежеде. Өздерінің авторлық әдістемелері бар екен. Сол экспресс тест арқылы адамдарымыздың жандай жанындағы жараларын, точкаларын біледі ғой енді. Жазып, қолдарына беріп түсініп отыр. Ашып. Одан кейін бала шағаларымен бөлек сөйлесті. Мысалы, егер анасы келіп сөйлесіп жатса, баласын енді келтірмеген дұрыс деп отыр. Баласымен сөйлесіп жатқанда, анасын кетіруге болады, егер бала қаласа деп отыр. Отбасылық кеңес береді, бірақ бөлек-бөлек береді екен. Өйткені бала анасының көзінше ашылмауы мүмкін. Болмаса кейбір аналар балаларының көзінше ашылмауы мүмкін. Ал мысалы бізге только вот это не надо убирать. Алма ханым. Да. Естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр, иә. Сұрақ қойсам бола ма? Иә, болады. Осы сіздің айтып отырған кейсіңізде Алла амандығымен оларды бір дәрежеге жеткіздіңіздер, иә? Бір жыл бітті. Содан кейін олар ары қарай тағдыр қандай болғандарынан хабардар етіңізші, мысалы. Сонша еңбек еттіңіздер ғой. Одан кейін қалай болды олардың жағдайлары? Шыққаннан кейін бір 6 ай көлемінде біз оны мониторинг жасап отырамыз. Әрине, шамалы тұрақтылыққа жеткізуге тырысамыз. Содан кейін әңгімелесу ретінде айтамыз, сіздің мерзіміңіз келді. Алдын ала әрине айтамыз, 1 ай бұрын, 2 ай бұрын, кейбіреуіне 6 ай бұрын айтып отырамыз. Бұл енді мәңгілік тұра алмайсыз бұл жерде. Сіздерден де басқа отбасылар бар, сіздерден де қиын жағдай. Келген отбасыларымыз біріншіден қарыздарынан құтылады. Ең жақсы жері кредиті болсын, қарызы болсын, жаймендеп құтылады. Не себептен? Төлеп отқан коммунальный 50, 60, 70 мыңға дейін барады. Енді квартирада тұрады ғой келген клиенттеріміз. А бізге келгендер ең көбі 2 бөлмеге 25-тен аспайды. Егер светті, суды көп жаға берсе. Енді бала шағасы көп қой, жуынады, шайнады дегендей. Шуда печкасын әкеліп, жандай әсел пешін әкеліп, тамақ пісіреді, жандай тапананын пісіреді, самсаларын пісіріп, сатады ма, өзі біледі. Бірақ сондай кездері көбірек жағады. Сонда да қараңыз, 2 есе төмен төлеп отыр. Сол артылған ақшасы арқылы жинап, қарыздарынан құтылады. Қайтып келіп сіздерге демеу көрсеткен отбасылар болды ма? Қайтып келу? Бізде осыларға көмектесейікші дегендей. Әрине, иә. Олар мастер-класстарын өткізеді. Мысалы, жақында Мадина деген ханымыз қолынан не бір шебер екенді, тортты жасағанда бір, енді білмеймін, анау не, суретші бар ғой, керемет сурет салып, таңғалып қарап тұрасың ғой, дәл сондай сияқты тортына қарағанда жегің келмейді оны, тек қарап тұрғың келеді. Сондай таланты танып тұр енді. Ол келіп бізге мастер-класс үйретті. Біздің жас өспірім қыздарымызға керемет сабақ өткізіп жіберді. Өзінің кішкентай кішігірім кәсібін ашып, қазір жайнап отыр. Асаруме ол кісіге енді үй сыйлық ретінде жіберді. Біраз бізде семьялар 7 баласы болсын, 5 баласы болсын. 5 баласы егер
күйеуі болмаса 5 баламен асарумеге заявка тастап үй сыйлық ретінде алады. Бірақ ол үйді әрі қарай сата алмайды. Сосын бақытты отбасы арқылы кезекшілікке тұрған қыздарымыз бар. Олар да осы жылы 5-6 қызымыз үйлі болып әрі қарай шығып кетіп бара жатыр. Қуаныштары шексіз. Жүректері лүпілдеп бізге қуанышымен бөліскенде өзіміз бірге қуанып кетеміз. Отыр. Әрине қадағалаймыз. Мониторинг ретінде ол кісілермен 6 ай бойы байланыста жүреміз. Мүмкіндігі шектеулі бір отбасы келді, енді жақында үлкен 80-нен асқан анасын о дүниеге шығарып салды біздің жобамызда жүріп, бірақ өзі үйлі болып жатыр. Оның да заявкасын асарумеге тастадық, үй сыйлады. Өте керемет, өзінің жандай жанына жайлы бір үй екен, ремонтын жасап, жақында көшеді осы бір ай көлемінде. Бірақ үйінде кішкентай ДЦП баласы бар екен, келіншегі де жандай науқас екен, өзі де инвалид, 5 баласы бар. Енді ол үй жақсы деме болып отыр ол кісіге. Көп ондай семьялар. Бір 50 шақты семья шықты, 50 шақты семьяның жарысы, тең жарысымен байланыста жүрміз. Енді 6 айдан кейін өзі ары қарай өзі білет енді. Өйткені Қазақстан бойынша баспана мәселесімен білесіздер ғой, 80% сондай шығар. Баспана жоқ мәселесімен неше түрлі квартирада тұрады. Көбінесе бізге келетіндері сол Қызылордадан, Тараздан, жандай квартираға тұрады. Бірнеше жылдан бері осы Алматы жақсы дейді, жандай табысты табам дейді, бірақ жандай кедейшіліктің несіне түсіп алады да, ары қарай шыға алмай қалады. Оған қарап балдары да қиналады. Сол балдар үшін ашылған жоба негізі. Бала шағаға бізде бір ай көлемінде бала басқаша болып, еңсесін көтеріп, күлкісі де ерекше басқаша болып, көзі де жайнап, өзі де жайнап, бірнеше сабақтарға барып, спортқа қатысып, би бар, балет бар, жандай неше түрлі кітап оқып, ауламызда велосипед тебеді, бір-бірімен ойнайды, тәртібімен, кестесімен жүреді, бір-біріне деген сыйластық. Жақсы, мен өзіме ұнайды. Өйткені балдарға қарап, отбасыны бағалауға болады. Тағы бір не, академияда бір мәлімет, сандық мәлімет бар ма? Мұндай, мысалы, Жанат ханымның несін көрдік, кейсін көрдік, қанша нәрсе жасап атқанын. Сол сияқты академияда үкіметтік емес ұйымдардың түрлі бағыттары, қайсысы қай жерде деген сияқты сандық мәлімет жоқ ау деймін. Өйткені ондай бар болса, біздерге сіздер міне мына жерде мынандай кейс бар деп көбірек айтар едіңіздер дегенім ғой, болашақта. Енді сіз нақты өзіңіздің жобаңызды дайындап, айтып отырмын ғой, зумға шықсаңыз бізбен бірге. Оны түсіндім. Ол енді сол кезде біз жеке әлеуметтік кәсіпкер ретінде немесе жаңағыдай үкіметтік емес ұйымның несін құрған кезде ақыл кеңес алуға. Енді жалпы мынау академия дегеннен кейін өзінде бір, мысалы, Қазақстанның мынандай қаласында мынандай үкіметтік ұйымдар бар деген сияқты не жоқ ау деймін, жинақтама мәлімет. Жоқ, ол жинақтаманы біз ертеңге сақтап отырмыз. На десерт, да, Бақыт ханым, на десерт. Ертең Елена ханым басынан аяғына дейін фандрайзинг сабағын орысша енді жүргізеді, бірақ мен де қазақша. Сол кезде біздің де бір жобаларымызға ой түседі. Мысалы, тыңдап отырған қанша адам бар, әлі бір нәрсені бастағысы келетін, қорқынышы бар. Мысалы, Жанат ханымды көріп отырмыз, өздерінің жігерімен өздерін қамтамасыз етіп отыр. Былай қарасаң, үкіметтің де негізгі қойып отырған жұмысы, кәдімгі еңбекақы алып отырған ұйымдар бар ғой бізде.
солардың да негізгі жұмысы тыңдап отырсақ. Бірақ енді солардан кетіп жатқан олқылық болғаннан кейін мынау үкіметтік емес ұйымдар соның олқылықтың орнын толтырып, проблеманы тауып, сол проблеманы шешуге тырысып жатыр екен. Енді дұрыс айтасыз, мына дұрыс неге айтасыз, семинарға Бақыт ханым. қатысқалы өзі екі осындай бағытты байқай бастадым. Бұрын енді біз көбінесе үкіметтік емес дегенге көп мен өзім мән бермейді екенмін. Соны осы 3-4 күнгі семинарлардан жайлап байқай бастадым. Бірақ өзіме кейде бір ұсыныстар келеді, мән бермеймін, қол қоямын, жұмыс жасаймын. Жаңа ханым айтып жатты ғой, бір айға, 1,5 айға шақырады деп. Сондайға барамын, бірақ мән бермейді екенмін. Келісімшартқа қараймыз, айтатын қызметімізді келісеміз, болды, кете береміз ғой. Соның ар жағында миссиясын сұрап аламыз. Менің нем функциям қандай дейміз, бірақ одан арға бармай жүр екенбіз. Мен өз басым. Солай болу керек сияқты қабылдап жүр екенмін. Енді осы 3-4 күнде байқағаным, қанша қажырлы еңбек арқылы үкіметтік ұйым құрылып тұрады екен. Енді былайынша айтсаңыз, сол Алматы облысында да бар ғой, сол білім мекемелері бар, негізгі еңбек ақы алып, кәдімгі үкіметтің саясатын жүргізіп отырған. Тіл комитеттері бар, немесе жаңағыдай оқушылар сарайлары бар, е? Бәрі де жаңағы еңбек ақы алып отырған жұмыс. Сонымен параллель Жанат ханымның да үлкен жұмыс істеп жатқанын көріп отырмыз. Осындай кейстерді осы 5 күнде ертең енді Алла жазса тыңдағаннан кейін қорытуымызға болады. Мынандай нәрселерді жасауға болады екен ғой, мысалы. Кімнің Біржан мырзадан да біраз нәрсе қарадық. Нелердің. Не жасауға болады өз өңірімде деген сияқты. Бақыт ханым, менімше Жанат ханымның жарғысында бірнеше салалардың түрі бар. Сіз солай айттыңыз ғой ең басында. Өйткені бір ғана бағытпен жүру өте қиын болады. Иә, өшіп қаласыз онда. Жастарға байланысты, бала-шағаларға байланысты, суицидке байланысты деп жатыр. Полиграфия де бар екен. Ол деген 14 емес, бірнеше қанша мен көрген бір 40-қа жуық сала түрін жазып қойған. Учебный центр ашуға да болады екен. Жандай оқу әдістемелік кабинетін ашуға болады екен. Бірнеше жандай наркология, медицина жағынан да, фармацевтика жағынан да ашуға болады екен деген бір салаларды қосып қойсаңыз, жарғыны сіз жыл сайын заңгер мықты болып отыр ғой, сонда өзгертіп отырсыз ғой. Қосымша онына бір ғана саламен, бір саламен ол мүмкін емес, себебі біз ең алғаш 2018 жылы құрылдық қой. Сол кезде тіпті не істерімізді білмей, біз анандай посредник болдық. Сонда біз военный частьтан барып, терезе жасайтын, пластиковый терезе ең басталды ғой. Сол кезде сол пластиковый терезені жасағанға барғанда, что за организация деген есімде. Есть, разве такие, я первый раз слышу деген. Сондай, енді қазір оған қарағанда шүкір ғой әйтеуір. Кішкене болса да мемлекет бір жағымызға шығысып, госзаказ болсын, анандай болсын, әйтеуір бірге жұмыс жасап жатырмыз ғой, ішкі саясатпен бірге, оқу саласы жағынан, енді барлық жағынан былай жаман емес отзывтар. Бірақ мысалы жаңағыдай ауылдардағы НПО-лар бар. Біз жылында бір рет, мысалы февраль айында, март айында, биыл мысалы ол нені қалай алу керек, қалай қатысу керек, тегін барып үйретеміз. Енді жан-жағын әр ауданға барамыз. Сол кезде мысалы көпшілігі мысалы грантпен отырады, басқа отырады. Енді барлығы осы бейімделіп кетсін екен дейміз ғой, бәріміз соны тілейміз, бір-бірімізді қолдапшы. Сондықтан ол біздің тәжірибемізде бір ғана бағытпен жұмыс жасау ол мүмкін емес. Жасағанда сол 4-5 бағытты не аламыз. Кей кезде мысалы осы ұйымда тұрғаннан кейін кейбір нәрселерді бар өзіміз жасаймыз. Сыртқа бір шығын болмау үшін. Ол бюджетті де қарастырамыз мысалшы. Сондықтан енді оңай емес, үкіметтік емес ұйым деген ол оңай нәрсе емес.
бірақ әйтеуір жабылып қалмау ең басты біздің міндетіміз. Содан кейін ары қарай енді кеңейту да бізде. Ал енді мынау кәсіпкерлік деген тіпті мен шынымен қуандым. Кәсіпкерлікпен біз 2 жыл болды ғой айналысып жүргенімізге. Себебі кейде болмай қалады, грант та болмайды. Ол қайсы әкімнің алдына барып жылай бересің мысалы. Жылағаннан кейін ол анау болды мынау. Соны өзіміздің идеямыз шығарамыз да сол идеямен хотя бы кіріп. Сонда осы кәсіпкерлікпен айналысамыз. Тегін нәрсе жоқ қой енді деп ше. Сонымен. Соны айтып отырмын ғой, сізге жаңағы былайынша айтқанда сол саланы негізгі еңбекке қалып отырғандармен қатар отырып істегеннен кейін де қиындау болады. Кешелі бері мен бір нәрсе ойыма түсті. Мысалы Біржан мырзаның жұмысы мен сіздің жұмысыңызды бір жаңағыдай әр жердегі осындай жарғыларыңызға сәйкес мақсаттарыңызды біріктіретін тұстарыңыз болса, бір-біріңізге көмек ететін болса, соның біреуі мысалы мен енді көріп жүрген бір проблема бар. Студент болып келген, мысалы бір дене кемістігі бар балалар болады. Құлақтан, көзден, кейде жүре алмайтын, сол балаларға байланысты проблемалар оқу орындарында көп. Оларды кейде енді мүлдем далаға тастамайды, бірақ енді білесіздер ғой, мамандану заңдылығы бөлек. Ол мектептің программасы емес, мамандану заңдылығында оқып шығу керек тиісті курстар бар. 4 айға арналған, 8 айға арналған, кейбір жаңағы мамандануына байланысты 4 жылға бірінен кейін бір жалғаспалы пәндер болады. Міндетті түрде меңгеру керек болады. Сонда кейбір балалар бірінші курста шыдамай атады. Сосын олардың адвайзерлері, кураторлары келіп, осы балам осындай еді деп өтініш айтып атады. Адами фактор кетеді. Жақсы деген сияқты. Бірақ ол жерде ол бала үшін сол күні бір дұрыс сияқты болғанмен, жаңа оқытушы адамшылық жасаған сияқты болғанмен, көмектескен сияқты болғанмен, ол ертең маман ретінде дұрыс болмайды. Сондай бір проблемаларды шешетіндей бір актуальный өзекті нәрсе шығайын деп тұрған сияқты болашақта. Оны сіз университетте жобалар бар ғой, оларда жобалар береді ғой жылына 1 рет. Сол жобаларда шығуыңызға болады. Себебі менде жұмыс жасағанда арасында жұмыс жасап жүрген докторант бар. Сол докторант мысалы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне именно тәрбие жағынан мысалы 1,5 миллион оған берді. Ол да жоба, көрдіңіз бе? Сол сияқты ол жоқ нәрсе, жаңағы жоқ деп отыра бермей, әйтеуір сөйтіп шығуға болады. Ал енді ол әкімдер, басқалар, ол бәрібір сол маслихат арқылы, тағы бір нәрсе арқылы жаңа біздің жобаларымызды қарай отырып, соған ұсынады ғой, көрдіңіз бе? Сонан кейін жылдың аяғында міндетті түрде бюджет жасалынады. Сол кезде мысалы жаңа Біржан мырза барып, октябрьде, ноябрьде заявка жасау керек. Мысалы, мысалы 5 лот қарастырады олар. 5 лотның ішінде мысалы біреуі бірін-бірі қайталайды, сол кезде оларға ұсыныс жасау керек. Себебі олар сайттарына іледі ғой. Сол сайтқа келген кезде міндетті түрде обсуждение жасау керек. Көрдіңіз бе? Ал университеттерде ондай бар, ондай гранттар да бар. Себебі ол грант барын білем. Оның енді жаңағыдай бір талқылама тұстары бар, сосын жаңағыдай өзекті болып тұрған зерттеу керек тұстары бар әлі. Мысалы үшін оны қиып тастай алмайсың, оны программасын жекелеп игеріп шығу керек. Ол өзінің шектеулі уақыты бар. Кейбіреулер 1 семестр жүретін болады, одан кейін жүрмейді. Ал ол баланың мүмкін физиологиялық күші жетпей тұрады. Басқана дені сау балаға қатысты. Мамандығын дұрыс таңдап түскенімен өзінің несіне байланысты, денсаулығына байланысты. Оқу кезінде қиындықтар болады оларда. Мен өткені көзім көріп жүр. Кейде сонда біз жеңілдетеміз. Мынау ертең мысалы мүмкіндігі бар бір дені кішкене ұйқысы реттелген кезде оқып алуға болатын пән деп қарайтын болсақ, сонда ортақ отырып шешеміз. Мына курстағы мына пәнді, одан мына тапсырманы жеңілдетейік деп. Кейбір пәндері болады жеңілдетуге келмейтін, өйткені ертең
маман болып диплом алып шыққанда ол дұрыс маман болу үшін оны қысқартуға да келмейтін тұстары болады, онда амал жоқ. Вот сондай өзектілікті қарайтын психолог мамандығындағы зерттеуші керек, оның бір заңдық тұрғыда қарауға болады. Бұл енді болашақта сіздер ойларыңызда болса деген ғой, егер осындай. Иә, түсінген үкіметтік емес ұйымның академиясының құлағына алтын сырға. Вообще қазақ тілді НПО-лар бізде өте көп, солай ғой? Мысалы, мен кейде статистика жасаймын. Негізі баршылық, иә, өте көп. Оларға, мысалы, осындай оқу әдістемелік нелерді өте көп өткізу керек. Себебі біз сияқтылар шақырады, біз енді былай қараған кезде тәжірибеде өтіп отырмыз ғой. Біз анандай ғылыми жағын зерттеп жатқан жоқпыз. Сондықтан сондай қазақ үкіметтік емес ұйымдарға көмек керек. Мен барлығының атынан айтуыма болады. Соларға да арасында сондай көмектер беріп тұрса, ол облыстарда бар, академия деп атай ма, или оларды қалай деп атайды, мен білмеймін қалай деп атайтын. Бірақ енді жобаларын көріп жүрмін. Мысалы, 50 миллионнан алып жатыр, 30 миллионнан алып жатыр. Бірақ айналып біз сияқты үкіметтік емес ұйымдардан сұрайды көмекті. Сондықтан соны да реттесе, мысалы, енді академия болып отырғаннан кейін нұр үстінде нұр болар еді әрине. Көмек керек, себебі ол кісілерге жұмыс жасап кетуіне. Дұрыс айтасыз, Жанат ханым. Негізі қазақ тілінде қазір ашылып жатқан, жұмыс жасап жатқан ол жастар ашатын үкіметтік емес ұйымдар. Біз азаматтық альянс арқылы шығуға болады. Сіздің ұсынысыңыз қабылданды, мен жеткіземін. Әр облыста академия емес, азаматтық альянс. Иә, сол бар, бірақ мен оны көріп, олар мониторинг жасап жүрмін, бірақ олар, мысалы, мен өзім білетін, мысалы, қасымдағылар, мысалы, оны білмейді. Себебі олар шығу керек қой, жүру керек. Бұл жерде бізде жүру керек. Біз онлайнға көштік, онлайнға көшкеннің өзінде жүру керек, қолымен ұстау керек, тәжірибені көру керек, менің қағаздарымды ақтару керек, қарау керек, жазылған нәрсені істеу керек. Сол кезде ғана бар, ол кісілерге ол жасылады. А былай енді құр былай сөзбен айтып, былай онлайн өткізе сап, для галочки ол өтіліп жатыр ғой ондай нәрселер. Бірақ просто мен сол кісілер үшін, мысалы, кей кезде жаным ашиды да, мысалы, қайда барарларын білмейді, не істерлерін білмейді, не госзаказға кіре алмайды, не былай кіре алмайды. Жоба жазу, мысалы, оның барлығына біз, мысалы, көмектесіп отыруға да болады, бірақ уақыт жоқ қой оған. Сондықтан соны ескерсеңіздер, академия жаңағы қадағаласаңыздар, мүмкін бір жерлерде өте керемет, иә. Сол облыстарға, азаматтық альянстарға шығып, бір жақсы жұмыс жасап жатқан, белсенді қазақ тілінде жүрген үкіметтік емес ұйымдардың тізімін жинап алып, ары қарай жұмыс жасауға болады. Иә, ішкі саясат, әрбір аудандық ішкі саясаттар, олар біледі, кімдер жұмыс жасап жатыр, кімдер, олар өздерінің НПО-лар үшін жан ашып, кейбіреу шақырады. Оған, мысалы, жұмыс жасап жүргеннен кейін барасың. Бірақ былай қарап тұрған кезде, ол біздің міндет емес та, оларға түсіндіріп, оларға жұмыс жасатып, немесе оларға түсіндіру. Ол бір-ақ сағат, бір-екі-ақ сағатпен шешілмейді ғой, көрдіңіз, Ол кәдімгідей отырасың, компьютерді қосасың, қалай кіргізу керек екенін нетесің, мысалы, кезіндегі дистанционка сияқты. Мысалы, ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде проблема болды ғой, мысалы. Проблема болды. Біз сол рынокта 5 жыл жұмыс жасадық. Учебно-методический пособие на носителей учитель-ученик деген бар. Яғни біз Россиядан алып келіп, соны осы жақта внедрять етіп, соны көрсетіп, мысалы, қазір уже ол оқушылар қиналмайды. Қазіргі 7-8 классының оқушылар қиналмайды, мысалы. Уже кәдімгі методический нұсқаулық бар, әдістемелік. Болды, сол нұсқаулық арқылы жұмыс жасай береді оларша. Сондықтан биыл чулаған жоқ қой, 2 жыл болып чулаған жоқ, ешкім білесіздер ғой. Ол да біздің тәжірибемізден өткен, оған біздің авторлығымыз бар. Сонда біздің 33 авторлық бағдарламамыз бар. Керемет. Ол сіздің нәтижеңіз, жеңісіңіз. Қазір енді көріп отырмын, ондай көп емес қатысушылар.
мына жоба жазу кезінде жиі кездесетін қателіктерге тоқтасақ. Мысалы, сіздің басыңыздан өтті ғой. Қателіктер жүре жөнделеді деп отырсыз. Бірақ енді алдын ала біліп, жобаны дұрыстап жазу керек, содан кейін барып ұсыныс жасау керек. Жобаларды жазған кезде қандай қателер жіберіледі? Мақсатты топтарға жоба іс-әрекетінің әсері айқын анықталмаған. Сондай бір қате болуы мүмкін. Және олармен байланыс дұрыс жасалмаған. Жоба шеңберіндегі ынтымақтастық, серіктестік мәселені шешуге ықпал етпеген. Серіктестік дегеніміз жаңағы Біржан мырзаның әкімге ғана тәуелді болып қалған жөнінде. Біраз серіктестік болу керек. Неғұрлым көбірек сізде демеушілер болса, соғұрлым сіз тұрақтылыққа жетесіз. Мысалы, егер проблема болған кезде жағдайды жергілікті деңгейдегі әр серіктестік бөлек-бөлек жақсарта алмайды ғой. Шектеулі мультипликатор немесе трамплин әсері болады. Күтілетін нәтижелердің тұрақтылығы жеткілікті түрде дәлелденбесе дейді. Жоба бюджетінде жасаған кезде екі сұраққа жауап беру маңызды. Біріншіден, барлық іс-шаралар бюджетте көрсетілген бе? Ең бірінші сұраққа жауап беруге тырысу керек, жоба жазған кезде. Екінші, болжалды шығындар мен күтілетін нәтижелер арасында барабар тепе-теңдік бар ма? Осы екі сұраққа жауап берсеңіз, сіздің жоба бюджетіңіз жақсы жасалды деген есеппен ұсынуға болады. Бюджетті жасау кезінде жиі кездесетін қателіктер бар екен. Кейбір іс-шаралар жоба бюджеті немесе оны анықтау қиын. Мысалы, бюджеттік кестелерде сәйкессіздік болуы мүмкін. Күтілетін нәтижелер мен жоба шығындарының арасындағы байланыс қанағаттанарлықсыз болады. Бюджет нақты емес. Күтілетін нәтижелерге қарағанда шығындар өте жоғары, яумаса төмен болуы мүмкін. Сондай сұрақтарға өзіңіз жандай презентацияны оқыған кезде жобаңызды алдыңызға алып, бюджет жасаған кезде осындай бір принциптерді қарап отырсаңыздар. Артық жол берілмейтін шығындар бюджетке енгізілген. Ол да болуы мүмкін. Қателікке жатады. Бюджетте көрсетілген шығындар, ставкалар, шығындар деңгейін көрсетпейді аймақ. Мысалы, командировочный дедік ал. Жандай жолға шыққан кезде, мысалы, сіз бір жерде ғана отырып жасамасаңыз, ал бірнеше ауылдарға шықсаңыз, сіздің көлік шығындарыңыз көрсетілді ма? Қандай ставкамен сіз оны бағалап жатсыз? Бюджетте көрсетілген жандай сіздің ставкаларыңыз анық көрсету керек. Мысалы, автобуспен бардыңыз ба? Автобустың құны қанша сіздің ауылыңызда? Біржан мырзаға енді мәселесі. Бюджет сізде ашық емес, негіздемесі жоқ. Ол да болуы мүмкін, қателікке жатады. Енді сіздердің сұрақтарыңыз барлығы түсінікті ретінде қабылданады. Жаңа азаматтық альянстармен байланысқа шығуға тырысамыз. Мен өзімнің тәжірибемнен өткен жас бала бар, азаматтық альянспен бәсекелес болып, үлкен бір лотты ұтып алған. Ол лотты ұтқанда біраз үкіметтік емес ұйымдар алдына бармады. Не себептен? Өйткені ол баланың тәжірибесі жоқ. Ақша ұтты. Ол ақшаны тарату керек қой. Бір ғана бір ұйым бірнеше жандай мақсаттарды шешу мүмкін емес. Ол 20 шақты ұйымға тарату керек еді. Сондықтан ол ақшаны игере алмады. Ол где-то 40 миллион теңгені ұтты, бірақ ешқайсы алдына бармады. Жарыс жариялады, ешбірі бармады. Сондықтан ол ақшаны қайтарды. Ол жағынан да ескеріп отыру керек. Ұту оңай кейбір адамдарға. Енді лотерея ретінде ұтып отыр. Ары қарай ол алып кете ала ма, алып кете алмай ма? Ол мәселе болып тұр. Менде бір сұрақ. Жаңа құрамда алуына болмай ма сонда?
жобада көрсеткен адамдар ғана болу керек. Ұтқан жағдайда. Ұтқан жағдайда ол кісі өзі мысалы білмей қалып отыр. Мысалы ол 60 миллион тұратын нәрсені 40 миллионға ғана мен игере алам деп ұтып отыр ғой. 20 миллион төмен түсіріп отыр, демпинг жасап. Содан да байқау керек. Ол я командасы жоқ, я бір мықты заңгер емес өзі де. Тек лотерея ретінде дұрыс анау өзінің нүктелерді басып ұтып отыр. Қараңыз. Оған да шамалы байқап қарау керек. Төменгі сандық көрсеткіш бойынша ұтқан ба сонда? Иә, төменгі сандық көрсеткіш бойынша. Бірақ ары қарай штраф салмай ақ қойды енді, бірақ қайтарып берді ол ақшаны. Өйткені тәжірибесі де жоқ, қалай ары қарай алып кетеді. Черный списокке кіргізеді ғой? Кіргізді, дұрыс айттыңыз. Черный списокке Кіргізді. Ары қарай ол бала ары қарай жүргізе алмады. Мен жаңа сіздердің әңгімелеріңізден көріп отырмын, Жанат ханымның командасы өте мықты, заңгері мықты. Сондықтан жоба жазу, жоба ұсыну, жарғыны дұрыс айқын жасап, әрі қарай жүргізетін командасы жақсы мықты болып отыр. Содан кейін серіктестік жақсы орнатып отырсыз, иә, Жанат ханым? Бізде 2 жыл бұрын былай болды. Мына неправительственный организациялар уже ешқайда қатыса алмай, уже жабылудың әр несінде тұр, налоговыйдың барлығы звондайды, иә? Сонан кейін біз былай істемек болдық. 4-5 жаңағы НПО қосылып, бір ассоциация сияқты қылып құрып, сонан кейін бір-бірімізге көмектесеміз ба деп ойладық қой. Сонан кейін біз атамекенге бардық, кәсіпкерлікке бардық. Кәсіпкерлік бізге айтты, сіздердің араларыңызда 2 ТО болу керек, 1 ИП болу керек деді. Иә, ондай талаптар бар. Иә, 4-5 ма? Онан кейін қайда кім қай ТО оған келсет дейсіз. Сонан кейін ақырындап ана жұмыс жасай алмағандарды кішкене тоқтаттық та, мысалы, ары қарай налоговый штоп нетпеу үшін, қайта олардың мазасын алмау үшін. Онан кейін мысалы кейбір, мысалы былай ғой, бізде үкіметтік емес ұйымда екінші адамға беруге құқы жоқ, ондай заң бар. Мысалы заказды алдың ба, өзің орындауың керек, заң бойынша шы. Екінші неге нетпейсің, бірақ біз кейбір қызметкерлерін алып, сөйтіп те не қылдық, чтоб выживать ету үшін. Қазір енді олар енді аздан ақырындап әйтеуір мысалы қатысып, сөйтіп бірден, екіден не қылады. Көрдіңіз, жыл сайын ең болмаса бір лот алмасаңыз, келесі жылға уже сіздің историяңыз төмен түсіп қалады. Мәселе сода болып тұр ғой, 2 жылда осы биылдан бастап тіпті не болып кетті ғой. Сондықтан соны алуға тырыстырамыз. Қазір тем более госзакупта 20% қойып қойды, білесіздер ғой? 20% қойып қойды, уже білеміз. Біз бұрын қалай істейтініміз? Бұрын 50% түсіріп тастайтынбыз. Біз өзіміз ақша алмасақ та, бірақ ана үкіметтік емес ұйымды ұстап тұрудың несінде сөйтіп жасадық. Оны да қиыншылық өтті мысалшы. Сөйтіп әйтеуір ақырындап. Сондықтан әрине оңай емес та, бұндай организацияны ұстап отыру оңай емес. Бірақ менің түсінгенім, былай бір-бірімізге бүйтіп көмектесуіміз керек екен. Ана аудан, мына облыста былай анау істей алмай жатса, жүгіріп барып соған көмектесіп, соның несін етіп, мен маманымды беріп, сөйтіп жабамыз. Әйтпесе білесіздер, черный списокке кіріп кетеді. Солай ғой жаңағы жігіт сияқты. Егер біз төменгі баға беретін болса, онда біз өзіміздің шамамызға қарай, ана өзімізде тұрған кішкене жинаған, терген ақшамызды өзіміз соған саламыз. Көрдіңіз бе? Сол үшін бір неде 2-3 проектіңіз болмаса, бірін-бірі жаба алмайды. Ол да баршы. Сондықтан кей кезде нөлге істейміз, бірақ тарихымыз бар, историямыз бар, бюджетіміз кішкене болса да налоговыйдан бар. Сондай қиыншылықтар бар ғой, жеткілікті бізде ше. Сондықтан бұл жерде біз бәріміз бір-бірімізге бірігіп, бір-бірімізге кішкене қолдау көрсетуіміз керек та, мысалы. Дұрыс, өте орынды. Ана Біржан мырза, сіз неге кіріп алсаңыз жаңағы инвалидность дегенге ше,
сіздің категорияңыз, реестріңіз сода ғана болады. Ол реестрді, мне кажется, сіз егов арқылы бересіз, документтеріңізді өткізіп, сонда сіз анандай категорияға кіріп алсаңыз, басқа үкіметтік емес, мысалы, коммерциялар кіре алмайды. Сонан кейін госзакуп бойынша менде біраз нәрсе бар, түсінбейтін. Негізі сізден консультация алып тұрсам бола ма? Мен көп нәрсе. Сонан кейін бар ғой, Біржан мырза, сіз ішкі саясатқа барып, уже октябрь айында сіз мысалы бізге бір лот қойыңыз деп сұрауыңыз керек. Сонан кейін олар неден сұрайды, жаңағы маслихаттан сұрайды. Сол маслихат ақша нетіледі. Немесе ол ішкі саясат облыста не қылады. Сондай жолдары көп. Егер не қылса, сөйтіп келесі жылға уже план жасап алуыңыз керек та сіз. Ал енді мынандай жобаларға біз енді көп қатыспаймыз, сондықтан біз оны білмейміз. Уақытымызды алғаннан кейін біз бұны қойдық та жаңаға көштік. Енді шүкір, тауба, жағдайымыз жаман емес. Менің қосатыным осы тақырыпқа әрине өте қиын мына заманда тек үкіметтік емес ұйымды ұстап отыру. Сондықтан мына Қазақстанда маусым айында әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдау заңы шыққан. Малик мырза айтты ғой сіздерге ең бірінші сабақта. Сол жерде өкінішке орай қазақша аудармасы жоқ екен, мен де мені күтіп отырмын қазақша аудармасын. Негізі қараңыздар, дополнить частью второй следующего содержания. Поддержку инициатив развития социального предпринимательства осуществляет государственные органы, үкіметтік ұйымдар, үкіметтік құзыретті органдар қолдау керек. Национальный холдингтар, национальный институттар, иные организации дейді. В порядке определяем правительством Республики Казахстан. Сонда сізге шектеу қойып отырған кім екен, мен түсінбей отырмын әлі де. Жоқ, Алма ханым, даже ол доход жайлы жазылып отыр. Осы заңның. Жоқ, заң шықты, енді қандай документ? Жанат ханым. Документ қандай тапсыруымыз керек, даже сол перечень жоқ қой. Мы сейчас запрос отправили. Көреміз қандай не? Я смотрю, он принят. Главное, этот закон принят. Да, но перечня нет, какие мы документы должны сдать, чтобы біз ана кәсіпкерлік болу үшін. Кәсіпкерлік болғаннан кейін, даже мен бір-екі банкке жібердім, вот, ознакомьтесь, такой закон вышел. Поэтому сіздер, олар битті ғой, вот сіздер как коммерциялық сияқты налог төлейді екенсіздер дейді, но бірақ оған жатпайсыздар деп. А мына заң енді нормально шықты, енді ары қарай бұны кішке пісіру керек. Айтуымыз керек. Ретінде болып отыр ғой, бірақ әлі шикілік бар дейсіз ғой. Иә, әлі бар енді. Сондықтан біз әлгі бәріміз бірігіп, мысалы, сұрайтын адамымыз да жоқ болып тұр ғой, көп ешкім білмейді да ғой, көрдіңіз бе? Сонда Жанат ханым, қоғамдық бірлестіктер кәсіпкерлікпен айналысу үшін жарғыда жазылған жеткіліксіз болып тұр ғой. Тағы да қосымша нәрсе керек па кәсіпкерлікпен айналысу үшін? Жоқ, жаңағы заң шықты ғой, мына өткен жолы берді ғой бізге нені. Бірақ қараңыз, Біржан мырза, біз кейбір жерлерде, мысалы, предварительно қазір мысалы товар, бір нәрсе, өнім неғып, оны регистрацияға қойып қоймай, просто открытый конкурс болып жатса, біз қатыса беріп жатырмыз. Полиграфия, мысалы, неткенге грамота шығарғанға бір нәрсе, тағы немене, сондай нелер көп қой, соған да қатыса береміз. Хотя бы неміз босын деп ше, жұмыс босын деп, біреуін не берсек, екіншісі бос отырып қалмайды, ол анасына апарады, мынасына апарады, сөйтіп жатырмыз. Сондықтан неправительственный организация болсақ та қатысып жатырмыз сондай коммерциялық, открытый конкурстарға. Негізі сол жаңағы отқан әлеуметтік тапсырысқа қатысу үшін жаңағы өзің төлейтін сомасын төлеп қатыса береміз. Жоқ, әлеуметтік тапсырыста сіз әлеуметтік тапсырыста ақша төлемейсіз. Сіз тек қана ашық конкурста ғана ақша төлейсіз, бірақ ол ақшаңыз сізде кошелекта тұрады, оныге қайтарып береді бір жақ жерші. Ешқандай сіз одан шығын келтірмейді сізге. Сондықтан Біржан мырза, сізде де мүмкіндік көп негізші, бірақ сол жолын біліп алу керек сізге де ше. Госзакупта отырсаңыз тіпті жақсы. Қоғамдық ұйымдар бірігіп ассоциация құрдық деп ше? Жоқ, құрайық дегенбіз. Жоқ, құрайық дегенбіз. Барлығының
бағыт бағдары мақсаты бірдей болу керек пе, жоқ әлде әртүрлі қоғамдық ұйымдар бірігіп ассоциация құра Жоқ, бере ол ма? сізде бірақ устав болады. Бірақ устав болады. Барлығында бірақ устав болады. Ол үшін ТОшка мен ИП керек дегеннен кейін біз уже ары қарай бара алмай қалдық. Бірақ бізге ол атамекен кәсіпкерлік бізге көмектесті о жағынан. Көрдіңіздер? Ол қауымдастық болған екен бір жарғы болады ғой, енді ол Иә, бірақ жарғы болады. болу үшін жаңа қоғамдық бірлестіктердің бағыттары әртүрлі ғой, олар мысалға бола бере ма бір қауымдастыққа бірігуге? Иә, бола береді. Бола Әрине береді. болады, әрине болады. Сол сөзіңіз аузыңызда, Біржан мырза, сіз өзіңіз ТО ашуыңызға болады ғой. ТО арқылы біраз жандай жарыстарға қатысып, мына Жанат ханым айтқандай, өзіңіз жандай демеу жасап отырсаңыз, ешкімге тәуелді болмайсыз ол кезде. Ол да кішкене қиындау. ТО болғаннан кейін оның налогы бар, басқасы бар, көрдіңіз, ол да қиындау. Оданша осы немен-ақ, НПО-мен-ақ қатыса беруге болады Біржан мырзаның. Просто оның категориясы бар, қатысуға керек, қатыспауға керек деген. Ал қазір көп қой ондай нелерші. Мүмкіндік көп, қайта мына қазір госзакуп кіріп, онлайн шығып, кішкене былай таныс-маныстың керек жоқ қой, ол жерде сенің тарихың болса, историяң болса, болды, жүре бересің да бір жақсы жерші. Просто соған бейімделіп алсаңыз болды. Хотя бы жылына 2-3 лотыңыз болу керек. Лотыңыз болса, сонан кейін уже ары қарай сіздің биыл енді мысалы әрқайсында міндетті түрде акт выполненных работ, счет фактура міндетті түрде іліп қоясыз ғой, көрдіңіз. Сол сіздің историяңыз болады. Мен көп сөйлеп кеттім бе? Жоқ, өте қызықты. Жаңа мен алдында да бір сөзімде айтқанмын Біржан мырзаға, сіздің жандай өнімдеріңіздің заказчикке енді бітіріп бердіңіз ғой. Сол жайлы сізде акт выполненных работ деген өте жақсы сөз жаңында. Счет фактура бар ма, ол жоқ па? Қалай қарым-қатынастық жасадыңыз? Өнім объем алған кезде. Жаңа спецодежда тіктім дедіңіз ғой. Енді біз ол кезде жаңағы аудандық райсовет дейді ғой, әлеуметтік жұмыспен қамту бөліміне қарағандықтан солар договорға отырды, біз тек қана жаңағы орындап беруші ғана болдық та заказда. Договорға солар отырды, келісім шартқа. Барлығын солар төлеп. Енді ол кісілерден сіз ғой енді нақты тіккен, ол заттарды, өнімдерді жасаған. Сол жайлы құжаттарыңыз бар ма? Қағаз түрінде қалды ма? Оны сіз прям кәдімгідей жандай алтын сандыққа салып қойыңыз. Жанат ханым айтқандай, ол сіздің тәжірибеңіз, ол сіздің көрсеткішіңіз, историяңыз. Сол қағаз арқылы лоттарға қатысып атсаңыз, сол счет фактура, акт выполненных работ, я болмаса келісім шартта болады. Жанат ханым, келісім шартта болады. Осындай объем орындалды, осындай көлемі бар. Мен айтқандай кешегі жобалардың 3 бұрышы жобаның көлемі, уақыты, құны. Ол келісім шартта көрсетілген болу керек. Сіздің жанда әңгімеңізге қарағанда. Сосын мына Алма ханым бір өтініш бар, ұйымдастыру алқасына, үкіметтік емес несіне, академиясына. Қуанышбек Әсем, алдағы уақытта назарға алсаңдар, мысалға жаңағы сіз айтып кеттіңіз ғой, жұмыстарыңызды әлеуметтік желіге жариялап, мысалға сондай рекламировать, пиармен жұмыс істеу бойынша алдағы уақытта бір жақсы тренинг ұйымдастырып жіберсеңіз, өткені бізде ол бойынша тәжірибеміз жоқ та, сондықтан біз үйренетін нәрсемізді өте жақсы, Біржан мырза. Сіздің ұсынысыңызды жазып аламыз, тіркеп аламыз. Ертеңгі кезінде, тағы да болған сабақтың кезінде тағы да бір айтып шықсаңыз, өте керемет. Біз дайынбыз оны өткізуге. Рахмет. Сұрақтарыңызды чатқа жақсылап жазып қойыңыздар. Жобаларыңызды алдыңызға алып, ертең кәдімгідей Елена ханым Smart Charity басшысы алдында айтып, жандай дайындалып отырыңыздар. Бірақ уақыт шамалы шектеу болады. Мысалы, Жанат ханым өте қызықты өзінің жобаларымен бөлісіп жатыр. Бір 10 минуттан артық айтпасақ, өзіңізге прям парақшаға қысқаша конспект жасап алсаңыз, сұрақтарыңыз көбірек болса,
Өйткені действительно ертең сұрақтарға жауап беретін маманы келеді. Өте қуаныштымын танысқаныма. Сіздердің ассоциация құруға ұсыныс тастағандарыңызға, азаматтық альянстан тізімдерді алып, көбірек жастарды тартып, қазақ тілінде жұмыс жасап жатқан ұйымдарды бері қарай тартсақ, білімдерін артып, жобаларын жақсылап жазып, донорлардың алдына ұсынып, қаржылық тұрақтылыққа жетсе деген оймен осы сабақтарды өткізіп отырмыз. Рахмет. Міндетті түрде мына презентацияны жібереміз, орыс тілінде де жіберейік. Салыстырма түрде сіз қарап шығыңыздар. Мен мына уақытты қарап жіберейін, уақыт тәмамдалып қалған Бізде екен. көбінесе практика болса, вообще жақсы болар еді. Практикалық жағынан болса, тіпті жақсы болар еді. Бізге былай әңгіме сөз емес, мысалы көрсетіп, мысалы или мысалы офисында көрсетуге болады ғой, біз солай жасаймыз. Мысалы мына мамандарын қандай не болды, мысалы бәрі ілулі тұр ғой, не істедік, не қойдық, қайсында біз жеңдік, қайсында жеңілдік, ары қарай қалай біз мысалы енді өмір сүру керек қой, енді үкіметтік емес ұйымға ары қарай дальнейший не істейміз, қайта мынау предпринимательство деген шығып қайта жақсы болды. Мен қуанып отырмын. Мен де өте қуаныштымын осыған. Сіз енді Алматы облысындасыз ғой, Жанат ханым? Алматы қаласында біз. Алматы қаласында. Онда мен сізді қонаққа шақырам. Алатау ауданында Мәдениет 286-28 Береке Сити жобасына мен шақырамын. Айқын бәрін айтып береміз, қалай жұмыс жасап жатырмыз, клиенттердің үйіне кіргізейік, офистің ішіне кіргізейік, шай тамағымызды берейік, әңгімемізді айтайық. Келіңіздер, Біржан мырзаны да шақырамын. Созақ дегенге бізде де Созақ бар екен. Алматы облысы деп қуанып кеткенім. Бақыт ханымды шақырамын. Негізі біз дайынбыз, біз ашықпыз. Енді мен мына Алматыға келіп күтпеген екен, мына тренингтарды өткізуіме осындай жол береді деп. Бірақ енді мен де дамуға дайынмын, өзім тәжірибемен бөлісуге дайынмын. Қағаз түрде көрсет десеңіз, пожалуйста, бізге ешқандай жасырын нәрсе жоқ, қағаздарымызды да көрсетейік. Келіңіздер, қонаққа шақырамын. Сөйтіп практически өткізейік. Сол жерде мысалы өте керемет. Бізде айтишниктер бар ғой, соларды алып, мысалы, даже біз мысалы әлгі Біржан мырзаның әлгі инклюзивтік балаларды мысалы біз қалай нетеміз, соның даже қай жерінде соның барлығын бүйтіп отырып көрсетіп, как будто сен соның ішінде жүрген сияқты, сондай бір тренинг өткізейік. Сіздің мысалы неңізге барып, бәрін қосып, мысалы Біржан мырза бар, Бақыт ханым бар, тағы кімдер қосылады. Мен мына Алматы облысында қиналып жүргендерге айтайын. Сөйтіп бәріміз бірігіп, бір жерінен қол шығарайық та, бір-бірімізге демеу болайық. Одан басқа шыққандай бізде қазір не жоқ қой, енді мақсат жоқ. Өте жақсы ұсыныс. Қолдаймын. Бірігетін заман болып тұр ғой қазір. Бірігетін мәселені бір адам шешпейді, бірігіп, жандай осы ұйым болып ретінде шешуге болады. Берекелі болу керек. Айтқан сөздерімізде, істерімізде, әрекет бар жерде берекет бар дейді. Қонаққа шақырам, күтемін. Бәріңіз бірігіп келсеңіздер де болады, бөлек-бөлек келсеңіздер де болады. Ертеңгі кездесуге дейін қоштасуға рұқсат етіңіздер. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Келесі кездесу.